Аналық сезім мен махаббат. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Бұл өзіміз білетін мақал. Пойызға мінген сайын қызықты кездесулер болып жатады. Вагонның тап-тар купесінде барокамерадағыда 2-4 адам бірнеше сағат бойы қамалып отырады. Соның арқасында ашыла әңгімелесуге жағдай жасалады. Жазмыш та маған оқып үйренуге, тәжірибе жинап, адамдарға көмектесуге, әртүрлі жай ахуалды сынады. Мен бұған дейін де талай жол хикаяларын жаздым. Олар әдеттегідей қарапайым болады. Алайда даңғайыр даналықты бүгіп жатады. Міне осы жолы да купеде әңгімеді өрбіді. Надежда есімді сапарласым Мәскеуге бара жатты. Балақайыма барамын. Ол әскери училищені бітірді. Сөз саптауыңызға қарағанда балаға ендігі 22-23 жастағы шығар, үлкен бала ғой. Сіз оны әлі кішірейте еркелетіп айтасыз. Иә, ол маған өмір бойы сәби күйінде қалады. Өйткені менің перзентім ғой. Оның үстіне кенже бала, иә, оны тап солай мен кішкентайым деп атаймын. Міне, мен жазмыштың тағы да өзіме шектен тыс ана махаббатының үйреншікті үлгісін ұсынғанын түсіндім де, әлгі әйелмен шүйіркелесе кеттім. Қызық екен, сіз баланы еркек, сіз қалай тудыңыз? Неге біздің емес менің балақайым дейсіз? Иә, әрине күйеуім оның дүниеге келуіне атсалысты. Онсыз бала бола ма? Бірақ мен баланы меншіктеуіме үйреніп кеткенмін. Оның үстіне күйеуім мен арақ қатынасым нашарлап кетті. Ол арақ ішеді ылғи. Аналардың бәрі менің балам дейді ғой. Иә, шынында да аналардың көбі балалары жөнінде солай атайтыны рас. Құдайға шүкір бәрі емес, әйтеуір. Айтайын дегенім, шешесі баланы біздікі емес, өзімдікі деп атаса, осының өзі-ақ отбасының қарым-қатынасының қандай екенін аңғартатын, тіпті баланың тағдыры қалай қалыптасатынын көрсетіп талай байқадым. Бұл қарапайым сынақтама тәрізді, тек әр қашанда дәл шығады, әрі өте дәйекті көрінісі көз алдына келеді. Ал күйеуіңізбен қарым-қатынасыңыздың нашар болатын себебі сіз үшін өмірдегі ең басты құндылық балаларыңыз. Иә, қойныңыздағы жарының өзіңе ілтипаты жоқ болғандықтан, әйелдің энергиясын күйеуін ардақтауға емес, аста төк аналық сүйіспеншілікке айналдырып алғандықтан еркектей жиі арақ ішеді. Міне содан олар маскүнемдікке салынып, қыдырымпаздық жолына түседі. Маған өмірдегі ең ардақты нәрсе балаларым, солар үшін ғана өмір сүремін. Басқаша қалай болуы мүмкін? Егер бұл бұлаң құйрық емес, шын мәнінде ана болса, кез келген әйел үшін, балалар үшін бәрінен де қымбат тұрады. Ал баласы үшін өмірінде қияды. Құдайға шүкір, жұрттың бәрі бұлай ойламайды, әйтпесе жер бетіндегі саналы тірлік әлдеқашан тоқтап қалар еді. Иә, басқаша ойлау мынау пәнидегі ең басты нәрсе балалар емес, ерлі-зайыптылар, яғни жарасымды жұбайлар мен есептейтіндердің арқасында жер бетіндегі тіршілік әлі жалғасып келеді. Міне ең үлкен құндылық та осы. Өйткені олар 18 ғаламдағы ең жасампаз күшті махаббатты қолдан жасайды. Олар тіршілікке дем, тұрмысқа мән береді. Еркек пен әйел қосақтар ең басты құндылық. Иә, жайдағы қайдағын қосақ. Күйеуі аузы құрғамай арақ ішкенде жерде қандай махаббат пен қосақ жайында сөз болуы мүмкін. Ол балалардың тірлігіне, жалпы үйдің шаруасына мүлдем көңіл бөлмейді. Сондықтан бүкіл ауыртпалықты мен арқалаймын. Айтыңызшы, сонда сіздің өміріңіз осылай басталып па еді? Бұрын сізге ұнамады ма? Сонда не? Ол алғашқы күннен ше бастады ма? Шындығында ол сіздің қасыңызда жүріп солай болды ғой, демек сіз де оның өрлеуіне өз үлесіңізді қостыңыз. Онымен тіл табысу әу баста оңай болған жоқ. Ол өзінің шешесіне қатты байланып қалған. Шешесі де біздің тірлігімізге ұдайы араласып қия бастырмады. Міне көріп тұрсыз ба? Өмірдің өзі-ақ баланың анасы қатты байланып қалуы, оның келешек өміріне кесел келтіретін
мысалын көрсетіп тұр ғой. Енеңіздің қателігін неге қайталайсыз ендеше? Сол жолмен кетіп бара жатқаныңызды көрмейсіз бе сонда? Бәрін айтты, бірін айт, сіз балаларыңызға басыңызбен байланып, тастай қатып қалғансыз. Оларды да алдарынан әке тағдыры күтіп тұр. Өйткені балаларға өзіңде барды ғана бересің. Міне күйеуіңіз екеуіңіз де оларға бастарыңыздағы проблеманың жалғасын қалдырасыз. Міне, біз осы ыңғайда әңгіме көріп біттік. Мен көп әйелдің шамамен осылай сөйлейтін білемін. Жол ұзақ еді. Әр нәрсенің басын шалып, оның бүкіл өмірін талқыға салдық. Надежда көлденең көзқарастың бұған қоса психолог байымның арқасында өзі де және өзінің өмірі қақында көп нәрсені оқып қалды. Сол әйел осы әңгімеден сабақ алып, өміріндегі әлденелерді жақсы жағына қарай өзгерткен шығар. Өйткені оны маған бекер жолықтырған жоқ қой деп үміттенемін. Мен бүкіл әңгіме арқауын тарқатып жатпаймын. Өйткені кітап сол бір тақырып, еркек пен әйелдің қарым-қатынасы, балалар мен ата-аналар, әлбетте махаббат туралы баяндайды. Мен де адамдардың өмірдегі алуан түрлі жай ахуалдарында соншалықты ұсақ қателіктерге жол беріп, тек содан соң пайда болған проблемаларға күйініп, бармақ тістейтіндеріне талай көз жеткіздім. Сондықтан сөзді созбақтамай, тақырыптың тереңіне бойлай бастайық. Өмір тура күн сайын үлгілер мен сабақтар түріндегі тіршілік түйткілдерін алға тартып, адамдарды тұрақтарды тәлімдеп келеді. Кейбір сабақтары өте байыпты. Олардың арасында көптеген тартысы тіпті қайғылы жағдайларда ұшырасып қалады. Балалар мінген автобус жол апатына ұшырады. Перзентханада бөбектер айықпас ауру жұқтырды. Балалар үйі өртеніп, жеткіншектер қаза тапты. Аквапарктың нақ балалар жүрген бөлігінің шатыры құлап түсті. Балалар мінген ұшақ қирады. Терроршылар мектепті басып алды. Балаларды қинап өлтіріп тастады. Осы тақтілес хабарлар жыл сайын қаптап шығады. Көп баланың ауырып өлетін, суға батып кететін, машинаның астына түсіп қалатын, тіпті қараптан қарап із-түзсіз жоғалып, айтпай жатпай да қояйық. Неге балалар өледі? Олар тіршіліктен тым ерте, тіпті қайғылы жағдайда кететіндей мына дүниеде не істеп қойды? Қандай күнә жасап үлгерді? Қайғылы оқиғадан сабақ алу қиын. Иә, біз алмаймыз да. Бірақ қайғыға қайғы жамылып, сабақ қайталана береді. Балалар жеке-жеке өз тобымен үст-үстіне өліп жатады. Телехабарлар, мына газеттер осы сабақтарды бүкіл әлемге жария етеді, жар салады. Бірақ мына біз бір-бірімізден бастап жатқан оқиғаның басты қағидатын түсінгеніміз келмейді. Ал осынау қорқынышты сабақтар біздің әр қайсымызға арналған ғой. Енді міне, олар біздің жанымызда болып жатқан жақын жақтауларымызға тиіп жатады. Сыңайына қарағанда мұндай сабақтардың әлі жалғаса беретін түрі бар. Өйткені адамдардың ой санасы баяу өзгеруде. Бала атаулы ажал құшқан кезде мейлі тіптен бөтен болса да ақылды сабырға сүйеп болып жатқан оқиғаның себептеріне байыптай қарау әсте қиын. Бұл үшін ой сананың өрісін кеңейту қажет. Иә, саналықтың, парасаттылықтың биігінде өмір сүретін кез келді. Әйтпесе проблемалар қордалана береді. Адамдардың өмірден түсініксіз себептермен кету көбейіп түседі. Өмірден өтіп бара жатқан баланың жаны қиналмайды, ата-анасы қиналады. Бұл оларға һәм олардың жақын жуықтарына, осы трагедияның білетін жандарға да айқаспайтын қайғы жамайды. Осындай қасіретті оқиғадан адамдардың әр қайсысы қандай сабақ алуға тиіс? Ең маңыздысы әрі қиын болған оқиғаның себептерін түсіне білу. Басқалардан гөрі мына менің балаларымның айырылып қалған ата-аналармен талай тілдесіп, осындай қайғыға душар еткен себептерін індете іздестіруіме тура келді.
Міне енді сол көп жылдық тәжірибем басты себеп. Ата-аналардың балаларына шамадан тыс сүйіспеншілік сезіммен қарауында, яғни құндылықтар жүйесін шектен тыс бұрмалауға жатқанын көрсетіп отыр. Ата-анасының көбіне шешесінің шектен тыс сүйіспеншілік сезімі үлкенді кішілі трагедиялардың себебі болып табылатын біреулерге сенімсіздеу көрінуі мүмкін. Терістеуге асықпаңыз. Мен нақ солай екенін дәлелдеп шығуға тырысамын. Менің дәлелдеріме мойынсынып, түсіністікпен қабыл алғандар өз өмірін өзгертеді. Бұл да аз десеңіз, баланы сын жоғалта жаздағандар мәселенің мәнін түсіну арқылы ұрпағын аман сақтап қала алады. Айтылған себептердің айқындығын растайтын мұндай мысалдар жетіп артылады. Құрандағы Ибрагимнің өз ұлын Құдайға құрбандыққа шалуға алып келетін көрінісінің рәміздік сипаты бар. Осы тәмсіл кенен даналықты өзет еткен, адамзатқа құндылықтың ақиқи жүйесін қалпына келтіру ғибадатталады. Ең басты байлық балалар емес, жаратушы ие ғана махаббат дейді. Бұл сабақ адамзат баласына мыңдаған жылдар бұрын берілді, ал соны ұққандар көп пе? Жұрттың көпшілігі балаларды өмірдегі ең үлкен құндылыққа байлайды. Балалар болып бояуы сіңгеннен кейін ата-аналарға басқа түскен қайғылы жағдайдың себептерін түсіндіру өте қиын. Тек біршама уақыт өткеннен кейін ғана олар бірдеңе түсініп амал жасайды. Ондай трагедиялар болмау үшін ата-аналар соншама қиналу үшін қанеки бұл мәселеге мейлінше тереңірек үңілейік. Адамдар балаларға қатысты проблемалардың шынайы себептерін неғұрлым көбірек сезінген сайын, тек әлгі адамдарда ғана емес, басқаларымыздың да басымыздағы қиындықтар соғұрлым аз болады. Қасиетті кітапта айтқандай, өзіңді құтқара алсаң, өзгелерді де құтқарасың. Тірліктің мұндай драмалық және трагедиялық спектакльдерінің барлығындағы басты әрекет етуші тұлғалық сезім. Балаларын ес-түссіз жақсы көретін әкелер де кездеседі, бірақ недәуір сирек. Иә, бұл түсінікті де, өйткені аналық сезім әйелде екі қабат кезінде оянады. Өзінің тал бойында тың тіршілік біткен сезіну рахатын және жаңа адамды күту бақытына бөленеді. Ал одан сайын бөбектің жарық дүниеге келуі, оны алғаш қолына алғандағы таңданысы мен қуанышы, емізуден алатын тұңғиық ләззаты мен қанағаты, оның өз махаббаты мен қамқорлығына қажет ететін сезіну бақыты жалғасып ала жөнеледі. Осының бәрі аналық сезім мен эмоцияның таңғажайып әрі қайталанбас жиынтығын құрайды. Бұл шынында да солай. Аналардың көпшілігі мұны толықтай бастан өткереді. Ана перзентінде өмір сыйлағаннан да көп нәрсе істейді. Ол басқаларға қарағанда балалардың мінез құлқы, дүние танымы, тағдыр қалыптасуына тікелей ықпал етеді. Қасиетті ана махаббаты осылай жаралады. Ол жөнінде тек көтеріңкі леппен айту салтқа айналған. Ана махаббаты Құдай деңгейіне дейін сындыра, асқақтату, аузында оның зияндығы туралы айту аса қауіпті, бірақ қажет. Адам өмірімдегі орасан зор кеңістікті алып жататын осы сезімнің екі жағын жете түсіну әркімге керек. Ана болу дегеніміз адамзат жаралғаннан, оған инстинкт түрінде дарыған бағдарлама. Ол ұрпағын туып тәрбиелеу үшін қажет. Бұл жалпы жануарлар әлемінің бағдарламасы, бірақ жануарлардың адамнан айырмашылығы тегіне тартып өсулері үшін өз төлдерін дербес өмірге дер кезінде босатып, тіпті қуып жібереді. Ал адамдардың инстинктінде қоғаммен, діни ағымдармен сабақтас қосымша бағдарламалар өстеледі. Осылайша аналық сезім әйел өміріндегі басты нәрсеге айналады. Кішкентай кезінен қыз баланың санасына оның ана болуға тиісті тілігі сіңіріледі. Ол төңірегінен де тап сондай тірлікті көріп өседі. Қоғам да оған тап сондай өмірдің мәнін таңады. Ал оған бұл дүниедегі сүйік үшін
келгенін ешкім айтпайды. Иә, ол өзін, адамдарды, күйеуін, жер шарын, өмірді сүю керек. Ал егер өзі қаласа, осы сүйіспеншіліктің салдары сияқты ана болу бақыты да бұйыруы әбден мүмкін. Иә, өмір сүрудің басты мақсаты емес, тек салдары ретінде ғана. Ал талай әйел заты әйелді қасиетін ашып үлгерместен атана салады. Соның салдарынан олар нағыз әйел де, ана да бола алмайды. Ана махаббаты туралы сөз қозғағанда оның қасиетті екенін айту салтқа айналған. Бірақ ана махаббатының теріс жағын ашып айтпайынша, адамдар еркек пен әйелдің, ата-ана мен баланың арақатынасындағы күрделі мәселелердің ақиқатына жете алмайды. Әдебиетте, кинода, театр қойылымдарында ана махаббатын ада қалған балалардың тақсіреті жөнінде көп айтылады. Ал енді осы мәселенің басқа жағы жөнінде жақ ашпайды. Менің пікірімше, адамдар өз балаларының тағдырын талқан қылатын, тіпті кейде ажал құшатын, әйелдердің өздерін ауруға ұшыратып, отбасы мен қоғамды күйрететін шамадан артық ана махаббатын кереғар, қарама қайшы қырын жүйе жете түйсіне бермейді. Оған қоса әйелдердің көбі бұл жөнінде естігісі де келмейді. Шектен шыққан шамадан артық ана махаббаты дегеніміз не? Бұл баланы жақсы көру сезімінің күйіне қатысты сүйіспеншіліктен асып кетуі, ананың құндылықтар жөнінде балалары бірінші орынға шығып, ал әкенің, тіпті кейде әйелдің өзінің кейінгі орынға ысырылып қалуы. Ана махаббатының шектен шығарылуын көрсететін белгілі бір критерийлер бар. Бұл ең алдымен балалардың ауруы мен ауыр тағдырлары. Екіншіден, күйеуінің мүмкіндігін іске асыра алмауы, оның ауырып қалуы, көбінесе ішімдікке салынуы. Үшіншіден, отбасылық қарым-қатынастағы қордалы проблемалардың болуы. Одан кейін тұтастай қоғамда жолы болмаған еркектер мен әйелдердің қаптап кетуі, шектен шыққан шамадан артық ана махаббатын тамыр тартып жатады. Мұның бәрі менің ойдан шығарған, қиялдан құрастырған сезім емес. Төңірекке зер сала қараңыз, сіз сонда осы уәжімнің көптігін дәлелін көресіз. Айтпақшы, ананың сезімін махаббат деп айтуға бола ма жалпы? Шын мәнде онда шынайы махаббат аз ғой, сондықтан оны ана сезімі деп атаған дұрысырақ болар. Осы бір залалды сезімнің пайда болуының негізгі себептері неде? Бірінші, әрі ең маңызды себебі, әйел өз өмірінің мәнін ұқпайды да, соның салдарынан құндылықтар жүйесі бұзылады. Бұл даулы нәрсе сияқты көрінуі мүмкін, бірақ тиянақты психологиялық талдау нақты осы жайт басты себеп екенін көрсетеді. Жер бетінде не үшін келген жете түсінбейтін әйелдер кейде менің міндетім бала туу деп ойлайды. Бәрібір осы жаңсақ ойдан басталады. Балаларды өмірдің мәніне арналады. Екінші себеп, әке-шешелерінің және ата-әжелерінің бастан өткен осындай проблемалар. Яғни әдетте бұл арғы тегінен тамыр тартып, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді. Үшінші себебі, заманауи қоғамның балаларды өмірдегі бірінші орынға қоюға мәжбүрлейтін моральдық ережелері мен дәстүрлері. Қасиетті аналық сезім ұғымының діни ағымдары арқылы нық наным арқауына айналумен мәселе күрделене түседі. Бұл дүние танымның негізі саналады. Төртінші себеп, адамдарды меншіктеу ауанына дарыған ұрғашының табиғи жабай сезімі. Меншіктеу сезімі әйелдің қайтарымды ілтипатқа үмітін үрлейді де, бөбек өз ықыласын ашық түрде көрсетіп қалады. Осының өзі-ақ ана мен бала байланысын күшейте түседі. Мұның бәрі басымен байланбаушылықтың шылбырын ширата еседі. Оны ғұмырының соңына дейін үзе алмай өтетіндер көп. Сүйікті баласына қатысты
бойына меншіктеу сезімі сіңірілмеген әйел заты ілуде біреу шығар сірә. Бұл қылық жұрт аузынан тастамайтын жоғарғы рухани қасиеттен жұрдай болады. Аналық сезімнің 5-ші құрымдас бөлігі аяныш, мүсіркеу. Әйелдер еркектерге де, әсіресе балаларға жан ашығыш келеді. Аяныштан өзін құрбандыққа шалады. Сүйіспеншілігінен гөрі аяныш сезімін білдіру әлде қайда оңай. Сондықтан да махаббаттың орны жиі алмасады. Алайда ол жаны ашып мүсіркеген адамын бүлдіріп, құртып жібереді. Оның дамып жетілуіне кесел келтіреді. Әлсіздерді, сырқаттарды, мүгедектерді аяй отырып, олардың осынау жай ахуалын орнықтыра түсіреді. Адамдарды аяп есіркеген сайын оның проблемалары көбейе түседі. Мұнда осынау жаһандық проблеманың шектен тыс ана махаббатының негізгі себептері көрсетілген. Оларды өмірде әр отбасында дерлік жиі ұшырастыруға болады. Солай өмір сүріп келе жатырмыз. Ал қане, өмірдің өзінен алынған бір мысалын қарастырайық. 3 адамнан, әкеден, шеше, баладан құралған кәдімгі отбасы. Табыстары орташа, ерлі-зайыптылардың білімдері жоғары, отбасында тату-тәтті қарым-қатынас орнаған, отағасы арақ ішпейді, беталды қыдырмайды, үй ішінде ұрыс-керіс естілмейді, бала жуас, елгезек болып өсті. Мектепті ойдағыдай оқыды, топқа қосылмады, темекі тартпады, есірткіге еліккен емес. Әке-шешесі балаға разы болып, тып-тыныш, момақан тірлігі үшін қолпаштап бақты. Ол ештеңеден мұқтаждық көрмеді. Жалғыз ұлды жан-жақты қамтамасыз ету үшін олар енді бала тууды ойламады. Өздерінің байланыстары мен қаржылық мүмкіндіктеріне орай ақылы оқытатын институтты таңдады. Балаға қайда оқыса да бәрібір еді. Оның үстіне бәрінің ақысы төленетіндіктен ештеңеге қиналып көз жұмсаудың қажеті де жоқтығын. Студентке ата-анасы «Жигули» сатып алып берді. Өмір сол баяғы тып-тыныш қалпында өтіп жатты. Ұлы бір қызбен тұрғысы келгенше шешесі үйленген кезде еркін білсін, бәрі жұрттікі сияқты болуға тиіс. Институтты бітірер қарсаңында ұл шетел көлігін сұрады. Ата-анасы тырыштанып, шешесі банктен кредит алып, туған күніне орай сол жаңа BMW сыйлады. Мұның қай жерінен асып төгілген ана махаббатын көріп тұрсыз дейтін шығарсыздар. Иә, баланы аздап еркелеткен шығар, ал кім еркелетпей жатыр? Егер әке-шешенің мүмкіндігі жетсе, жалғыз баланың жарқырап жүруіне неге мүмкіндік бермеске? Балалардың әке-шешесінен де жақсы киініп, бірсыпыра артықшылықтарын иеленетін жиі байқауға болады. Алайда ата-ананың әсіресе сүйіспеншілігіне қатысты бола тұра, бұл өз алдына бөлек әңгіме, қалыпты жағдай, мұның бәрін елемеуге болар еді. Бірақ бұдан кейін орын алған оқиғалар еріксіз ойлануға жетелейді. Туған күнінде машинаны сыйлыққа алған ұл жеткіген жылдамдықпен бағанаға соғып қаза тапты. Онымен бірге 3 досы опат болды. Жалғыз ұлдан айырылған ата-ананың қасіретіне айтып жеткізу мүмкін емес. Ал шешесі ай сайын баланың ажалына не себеп болғанын есіне түсіріп 5 жыл бойы мәшине несиесін төлеуіне тура келді. Неге бұлай болды? Тағдыр неліктен бұл әйелді аяусыз жазалады? Не үшін дейді ана аңырап. Адамдардың да оқиға болған қаланың да атын атамастан ата-анасының рұқсатымен осы жайтты сипаттап жаздым. Қанекей, осы бір күрделі жағдайдың жай-жапсарын ұғынып, одан сабақ алуға тырысып көрейікші. Бұл көп адамның өз проблемаларын жете түсінуіне көмектеседі деп үміттенемін. Үй ішінде әйелдің ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болады. Орталап жігерлі әйел отбасындағы негізгі мәселелерді, әсіресе ұлына қатысты шаруаның түйін өз шешеді. Оған мына өмірдегі басты құндылық баласы болады. Жазмыштың өзі талай рет
табалдырыққа жақындата тұрса, екінші баланың үйге кіруіне үзілді кесілді қарсы тұрады. Иә, ол отбасының, әсіресе ұлының тірлігін толықтай бақылауға алады. Күйеуінің иесі жұмсақ еді, әйелінің айтқанындай мыңқ етпей орнады. Ал егер соңғы машинаға қатысты қарсылық білдіретіндей назары бола қалса, әйелінің тегеурініне төтеп бере алмай тез иілігетін еді. Ол ұрыс шығармауға тырысып, осы күйінде әбден көндігіп алды. Мұнысы отбасындағы тәтті қарым-қатынас орнауға мүмкіндік берді. Бірақ жалтақтап, жалпақ шешей күн кешкен әкенің ұлы алдында абырой беделі қалмады. Әкеге қарап өскен ұл әлгі жалтан көз, ұстанымның пайдалы екен, неғұрлым аз егесе соғұрлым көп сияпат алатын ерте сезінді. Анасына баласының көнбістігі ұнады. Оны сол үшін қошеметтеп қолпаштай берді. Бірақ үндемегеннен үйде пәле шығады деп тегін айтпаған ғой. Бауыр қылған бұл күш-қуат сыртқа шығар саңылау іздеді. Ал төңірегін ананың бақылауы мен тыйымдарына тұмшалап тұрды. Ол ақыры жол тапты, құпия түрде авто жарысымен айналысты. Кәсіби емес, өзі сияқты ерік жігері езіліп, көңіліне қанағат таппай жүрген бозбалалармен бірге әуесқой спортқа есі кетіп, оларға өздерінің ешкімнен кем еместігін дәлелдеу керек еді. Олар милиция жоламайтын қалтар жер тауып алып, еш ережесіз құйын перен жарыста оларға психологиялық жағынан шектеу сызығынан шығып кету керек еді. Бойды кернеген бұл күш соны талап етті. Куәгерлердің айтуынша, бозбала рөлді ұстағанда мүлде өзгеріп кетеді. Ол басқа ызақор, қатал адамға айналады. Бұғаудан босап еркіндікке енді шыққанда еліреп, қауіп қатерге қарамай жүйітке жөнеледі. Ал шешесімен келе жатқанда жылдамдықта рұқсат етілген 60 немесе 90-нан асырмаған. Қаза болғаннан кейін оның шамамен сағатына 200 километр жылдамдықпен келе жатқан айтқанда анасы сенбей, ол ешқашан жылдамдықты 90-нан асырған емес дей берген. Ол ұлының жай күйін білмейтін еді. Ұлының ішкі жан дүниесі анасына беймәлім болды. Оған сыртқы тәртіптілігі ғана керек еді. Баласы оны бұлжытпай сақтады. Алдану, ана махаббаты ашық достықты қаламады. Тек бір бағытқа бастайтын қарым-қатынас қалыптасты. Әкесінің бала алдында бедел болмады. Баланың дос тұтқан жалғыз адамы атасы еді. Жас алшақтығына қарамастан ол бұнымен дос болды. Атасы қайтқан кезде бозбала қатты қайғырып, моласына жиі барып жүрді. Бір туысқан әйел қорым жаққа неге бара беретін сұрағанда ол, атаммен әңгімелесуге барамын деп жауап берген. Оған досты қарым-қатынастың жетіспеген анық еді. Жазмыш жігіттің қал жағдайы онша емес екенін ескертіп, әке-шешесіне бірнеше рет түрлі белгі берді. Бірақ алып ұшқан ана махаббаты ештеңені елемеді. Сүйіспеншілік неғұрлым күшейген сайын ана санасы әлденені ұқтыру соғұрлым қиындай түседі. Сондықтан шеше байғыз ұлының екі құдай жағдайын, қос ұлық тірлігін, онда шынайы құндылық жоқтығын аңғармады. Өзінің де құндылық жүйесі бүлінген еді. Соның салдарынан әйел ахуалды, дәйекті бағамдай алмады да, ескерту жасап, ишараланған белгілерді естімеді, көрмеді. Бала өлімі әр қашанда ата-анаға сабақ. Мұндай оқиғалар тек әке-шешесіне емес, сондай-ақ ағайын туысқанына да, бүкіл әулетіне, айналасындағы адамдарға да ауыр тиеді. Өкінішке қарай, сондай ауыр сабақтардың өзінен де ой түйіп, тәлім жинайтындар некен саяқ. Адамдар өзгенің ғана емес, өзінің қателігінде тәлімдеп ала қоймайды. Сондықтан ата-аналар өз балаларына қапияда айырылып қала береді. Аналық сезімге мейлі тетімдей болса да, махаббат қуаты дариды. Сондықтан енді махаббат жайында сөз қозғайық. Ал махаббаттың өз желкесін құбылыстарға бөлшектеп, ана махаббаты, отанға махаббат, құдайға махаббат, жан-жануарға сүйіспеншілік, нәпсі құмарлық, тағы басқа тәрізді ұғымдардың пайда болуы неліктен деген сұрақ туындауы мүмкін.
Шын мәнінде мұның бәрі махаббат, бәрі Құдайдың құдіреті. Бұл махаббат болмаса ештеңе өмір сүре алмайды. Қайда барса да өмірден еш мән таппайды. Бірақ адамда мына дүниедегінің бәрін оңай өңдеп, бәрін жіктеп талдайтын құрал бар. Ол парасат, пайым. Пайым оған бәрін тиянақтай түсіндіру, бәріне анықтама беру үшін керек. Ол махаббатты жекеленген құбылыстардың шоқпарына бөлшектеп, олардың әр қайсысына анықтама береді. Содан соң тежейіп қалмайды. Махаббат шоғырының әр бөлігіне баға беріп, оған өз көзқарасын қалыптастырады. Мұндай бөлудің шегі махаббатты адамилыққа және құдайлыққа жіктеу болып табылады. Осылайша ақыл ес Құдайдан жазмыштың әлде қайда бөлігін жырлап алып, оны басқа бір иерархияға береді. Одан кейін осы өрескелдегі тігісін жатқыза түсіндіру үшін ақылгөй бастайды. Содан кейін ақыл барша адамды, барлық оқиғаны, өмірдің бүкіл көріністерін бөледі де бірін-біріне қарсы қояды. Содан бөлшектенген дүниенің бөліктері арасында күрес басталады. Әзәзіл дегеніміз ақылдың шалығы деген сөз бекер айтылмаған. Ал сонау ежелгі Рим заманынан бері бөліп алда билей бер деген нақыл мәлім. Мұның бәрі ақыл ес пайымға қатысты шыққан. Қазіргі кезде бірлік дәуірінде қайнар бастауға махаббаттың бөлшектеленбеген қалыбына оралу керек. Пайым бөлінуге алып келеді. Енді ол бізді осы тығырықтан шығарсын. Ана махаббатын ерекшелеп, оған қасиеттік мәртебесін дамыту, адамдарды және адамзат нәсілін даңғайыр проблемаларға келіктіретін түйсіну қажет. Және де осы түйсік махаббат бірлігіне бастайтын тағы бір қадам болсыншы. Құдай дегеніміздің өзі бірегей махаббат, шынайы, ахихи махаббат деген осы. Ол көп, бірнеше болуы мүмкін емес. Ол шектен тыс күйінде көрінеді де айта алмайсың. Демек балаларға да ересектерге де ауыртпалықтар алып келетін шамадан артық ана махаббаты дегеннің өзі Құдайдан бөліну екен. Бәлкім енді осы уәж балаларына шамадан артық шектен тыс сезім арнап өбектей беретіндейді ойландыратын шығар. Ана сүйіспеншілігі бүкіл сезім шоғырынан ерекшеленіп, махаббат атаулының барлық бөлігінен үстем тұрғандықтан ғана проблемалар туындайды. Ол біраз қоспаны меншіктеу сезімін, бауырына басушылықты, тәкаппарлықты, ана арқылы өзін дәріптеу пиғылын тағы басқа бойына жинақтаған соған себепші болады. Сөйтіп ана махаббатының өзінде махаббат тым аз болып шығады. Сондықтан сезім деп атаған дұрыс. Осы сезімнің құрымдас бөліктерін, қасиетті махаббатты, қадірсіз машақатқа айналдыратын қоспаларын да егжей тегжейлерді қарастырамыз. Оған жануарлар әлемінің әлмисақтан келе жатқан ұрқын таратып ұрпағын жалғастыру инстинкті негізі болады. Адамнан гөрі жан-жануарлар бұл түйсікке мүлткісіз бағынады. Тіпті өзін құрбандыққа шалудан тайынбайды. Ал адам баласы көп жағдайда ақылға жүгініп, амал ойлап инстинктті тұншықтырып тастайды. Осыған орай аналардың кейде табиғи түйсікке томпақ келетін тұрпайы әрекеттерге баратын жайттары жиі кездеседі. Телеарналардың бірінде әлдебір әйелдің қарызынан құтылу үшін 5 айлық бөбегін сатқанын хабарлады. Сананың салқыны тимеген таза инстинкті ана махаббатын ояну үшін қажет. Санамен тұмшаланған инстинкті ана махаббатын тудыру үшін қажет. Өзімшіл сезім. Ана баланың бойынан өзінің шешілмеген мәселелерін жалғасын тауып, саналы емес, бейсаналы түрде балаға өз проблемаларын арқалатып қойды. Мысалы, өзі жалғызбасты әйел, бірақ қызының күйеуге шығып, дұрыс отбасына ие болуын қалайды. Еркек қасынан табылу үшін өз басын баптап күтпеуге мойны жар бермейді. Немесе жұп құрып жаңа отбасын құрудан ат-тон алып қашады. Сөйте тұра осы міндетті
қызы арқылы атқарғысы келеді. Бұл барып тұрған өзімшілдіктің өзі. Шешесі қызының тұрмыс құру талабын қожыратып жібереді. Баланы қолғанат қылып, соның көмегімен өзінің қарттығын қамтамасыз ету пиғылы да өзімшілдікке жатады. Меншіктеу сезімі. Әдетте аналық сезімде осы құрымдас бөлік негізі орынды иеленеді. Менің балам, менің қаным да, жаным да осы деген сөздер әйелдердің аузынан жиі шығып, кесірлі уытын төңірекке айтып жатады. Осынау меншіктеу сезіміне бұл кітапта айрықша назар аударамыз. Әйел махаббаты. Иә, әйел затының өз ұлына нәзік немесе ашық сезімі жиі кездестіруге болады. Одан еркекке ашыла алмай, әбдірам қалған махаббаттың лебі естіп тұрады. Бұл отбасында еркек жоқ кезде ғана емес, сондай-ақ ерлі зайыптының алдында шынайы сүйіспеншілік ахуалы орнамаған немесе ара қатынастары нашарлап кеткен кезде ғана байқалуы мүмкін. Әйел өзінің ешқайда жұмсалмаған махаббатын ұлына апарып үйіп төгеді. Әдетте бұл бейсаналы түрде жүріп жатады. Алайда саналы түрде әдейі жасалатын, тіпті интимді қарым-қатынасқа икемдеуге де баратын жайттар ұшырасып қалады. Шешесі саналы және бейсаналы түрде ұлының үйленгенін қаламайды. Сөз жүйесінде сенің үйленетін уақытың болды ғой деп қақсай бергенімен, түп санасында басқа ой жаңғырып жолын жабуға жанталасады. Әйелдің ешқайда жұмсалмаған энергиясы өзгеше сипатта қызғаныш арқылы көрінуі мүмкін. Бұл жерде де өте нәзік, елеусіз немесе жойқын ашық түрде ықыласын арнап, қызының тұрмыс құруына кедергі келтіреді. Аналардың көпшілігі өздерінің ішкі жан дүниесіне тура қарап, адалдықпен бағындай білсе, әйелдік сезім көрінісін табалар еді. Көбінесе әйелдік махаббаттың орнын мүсіркеушілік сезімі басады немесе онымен бірге жүреді. Әлгінде мүсіркеу, аяныш білдіру туралы айтқан едік. Расында бұл энергиясы жөнінен өте жойқын сезім, көп нәрсені жасай алады. Және де аналық сезімін осы құрымдас бөлігі ең жарқын әрі тазасы. Нақ осы бөлік эволюцияға жетек болады. Бұл еркек пен әйелдің сүйіспеншілігінің нәтижесі іспетті балаларға арналған махаббат. Иә, бұл махаббаттың көп әйел сезініп мойындай бермейтін басты құрымдас бөлік еді. Адамдарды жан-жануарлардан ерекшелеп тұратын осы да нақ. Ақыл есі дұрыс адам да осы құрымдас бөлік негізі болуға тиіс. Алайда ол аталған алуан сезімдер астарында онша байқала бермейді. Аса қасиетті аналық сезімді оятып, алуын маздатуды да әйел өміріндегі еркекке махаббаттың рөлін түсінуден бастау керек. Әлемде қалыптасқан жағдайларға қарағанда, балалар көбінесе жарық дүниеге ата-анасының арасындағы махаббаттың жемісі емес, ана сүйіспеншілігін өзіне көбірек тартып алатын қосақтың үшінші мүшесі ретінде келеді. Ана махаббатының қалыптасу тарихы сәл тоқтала кетейік. Еркек пен әйел арасындағы сүйіспеншілік тарихы сияқты ана махаббатының да жалпыға ортақ жылнамасын жазу істе мүмкін емес. Бұл ұғымдар әртүрлі қауымдастықтарды тұрақты түрде дамып, толығып отырады. Ана махаббаты сан ғасырлар бойы ардақталып келеді. 17 ғасырдан бастап ана махаббаты мәдениетінің міндеті нормативтік ережеге айналды. Қоғам балаларға әлеуметтік қамқорлық көлемін ұлғайтып қана қоймай, оларды отбасылық тірліктің ұшпағына көтерді. Тіпті ерекше жауапкершілік жүгі шегеге жүктелді. Өзінің баянды бақытын балаларынан тапқан мейірімді де ізгі жүректі ананың аңсарлы образы жасалды. Балаларға гигиеналық қамқорлық жағы жетіліп, медицинаның арнаулы тармағы педиатрия пайда болды. Ана махаббаты жеке дара сезім қалыбынан қоғамдық көңіл алу ауанына
ауысқан шақта болашақтағы әлеуметтік эволюцияға тұтастай әсер ететін өте маңызды әлеуметтік кезең туындады. Әйелдердің Құдай қосқан қосағына сүйіспеншілік сезімі, балаларына арналған махаббаты орын беріп, бағдарын ауыстырды. Бұл ерлі зайыптылардың өзара қатынасын бұрынғыдан да күрделендіре түсті. Ал бұрындары да тап осындай болды. Мен жоқ, бұлай болған жоқ деймін. Эпиграфтағы мақалға көңіл аударыңыз. Онда ғасыр қойнауына келе жатқан даналық бар. Демек, ата-бабаларымыз әлгі әсіре сезімнің теріс жағын баяғыда көре білген, осы қоғамдық сана, ана махаббатын бірте-бірте ерекшелей келе, құндылықтар жүйесін бұрмалауға және мемлекеттік құрылымын қатаңдатуға қатысты бар соғыр сенімге сөзсіз иланымға айналды. Сірә балаларға қамқорлық ізгі ниеттен туындаған шығар. Сол кезде балалардың өлім жетімі де көп болды. Бірақ жасы ниеттен тозаққа да жол шығады деп бекерге айтпаған. Ақыр аяғында тантып кеткен кез келген тұшымды идея өзін өзі қарыз шығады. Парықсыз пайымдап адам затын тағы да тұрлаусыз жолға салып жіберді. Баланың сау саламат дүниеге келіп, бақытты өмір сүруі сыртқы жағдайларға емес, едәуір дәрежеге ата-ананың бір-біріне қарым-қатынасы, олардың сүйіспеншілігіне байланысты. Міне осыған орай отбасының жарастығын дамытуға жағдай жасау керек. Әйел заты көбінесе бала туу құралы ретінде бағымдалады. Ана мен бала құқыларын қорғау мұратындағы ұзаққа созылған науқан өзінің әлеуметтік және ақлақтық жемісін ала келеді. Балаларын ұнатпау ұят саналғандықтан нашар шешелер жақсы көрінуге тырышталып, ана махаббаты мен қамқорлығын бейнелеп бақты. Пайым арқылы сезімнің сыртқы көрінісі арқылы әйел шынайы да, бұрынғыдан да бетер аналық сезімді бастап өткере бастады. Ана махаббаты да мына өмірде бұрынғыдан зор құқыларды иеленіп, бойына отбасы мен қоғам қуатын молырақ жия түсті. Ақыр соңында аналық сезім әйелдердің басты пешенесіне айналып, әйел қылықтылығы, еркекке сүйіспеншілігі, қосақтауы аналық парызының тасасында қалды. Бұлардың бәрі екінші орынға ауысты. Мысалы, әлем аналардың форумын еске алыңыз. Бірақ еркекті сүймей ақиқи шынайы ана болу мүмкін емес қой. Нақ сол құмыққан қылықтықтың еркекті елжіреп сүйе алмау, қосақтың қадірін бағаламау көптеген проблеманы туындады. Анаға да балаға да кесірін тигізеді. Сондықтан егер зер салып үңілсек, баланың дүниеге келуіне орай әдетте ерлі зайыптылардың арасындағы сүйіспеншілік реңі солғындап кететінін аңғарар едік. Баланың дүниеге келуі отбасын нығайтады деп есептелмеді. Иә, отбасы алдында әсіресе ересектерге жауапкершілік күшейе түсуі мүмкін, бірақ көбінесе сүйіспеншілік сезімі азаяды. Шешесі балаға көңірек көңіл бөліп, махаббатын арнайды, ал күйеуі қағыс қалады. Баланың туына байланысты пайда болатын шаршау, шалдығу, күрмелу, тұрмыстық қиыншылықтар, махаббаттың жаңа нысанының көзге көрінуі, әйелдің еркекке құштарлығын, ұрғашылық қалауын едәуір кемітеді. Бұл отбасындағы бақыттың сарқылы баланың қиын тағдырын басталу сәті болуы мүмкін. Бір-біріне сүйіспеншілікпен тірлік ететін, балалармен жақсы қарым-қатынас орнатып, құндылықтарын реттеп алған ата-аналар бар. Қарап тұрсаң, олардың шаруасы да, отбасы да, ахуалы да, балалардың жағдайы да тәуір екенін көресің. Әсіресе басқа проблемалар астарында бұл айқын көзге түседі. Бәрі жақсы, тек кенже баланы дүниеге әкелгеннен кейін оны басқалардан көрі ерекше жақсы көретін әдет тауып алады. Міне сөйтіп үй үшін кенжетаймен бірге проблемалар жайлап алады. Перімге жолшыбай бара жатқан электровоз машинаның басынан өткен жағдай осыған ұқсас. Оның отбасында бәрі жақсы, 3 ұлы бар,
бақуатты тұрады екен. Бірінші ұлының жағдайы өте жақсы, екіншінің қалқауы жақсы, ал үшінші ұлдың проблемасы кішкентай кезінен ақ бой көрсеткен. 16 жасынан бастап темекі тарта бастады. Біз оны тым еркелетіп жібердік дейді әже. Енді келешегі қалай? Мәселе еркелетіп жіберуде емес, бар бәле. Ерлі-зайыптылардың бір-біріне сүйіспеншілігі саябырса төсек қатынасына сирет жебіреуінде бар ықыласты кенже бала жаққа аударуында жатыр. Ол шешеге де, әкеге де, өмір сүрудің орталығына да айналады. Содан кенже ұлдың тағдыры басқа сүрлеуге түсіп, бұрыс бағытқа беттеді. Отбасылық проблемалар зерттей келе, ерлі-зайыптылар арасындағы сүйіспеншіліктің солғындап, сезімдердің суып кетуіне, ашыналы қалтарыстың пайда болуына, ажырасуға алып келетін себептерді табуға болады. Мұқият зер салсаңыз, сіз төңірегіңізден осы айтылған дәлелді көре аласыз. Мұның себебі әйелдердің басты міндеттерін түсінбеуінде жатыр. Жер бетіндегі әйел затының басты міндеті бала туып ана атану емес. Өзінің мәнін, әйелге тән қылықтарын, асыл қасиеттерін ашып, соның арқасында махаббат кеңістігін құру. Ал қалғандарының бәрі соның салдары. Ана болу дегеніміз әйелді қасиетті ашудың тек бір сатылық кезеңі ғана. Ал мемлекет адами ақиқи бақытқа жетуіне шын мәнінде мүдделі емес, өйткені махаббат кеңістігінде дәурен сүретін адам мемлекеттің құрбандығы мен қолбаласы болуды қаламайды. Бақуатты әрі молшылыққа кенелген адам шенеунікке телмеңдеп алақанын жаймайды да, пара да сұнбайды. Ал қоғамдағы билікке өмірде жолы болмаған, алақан жайған, еңсесі езіліп, есі кеткендер пенделер керек. Сондықтан да алдыңғы лекке аналық түйсікті шығарып, әйел затының адам жасайтын нәрсені махаббатпен әйелдік қасиетті кері ысырып тастайды. Махаббат пен қоғам қарама қайшы ұғымдар. Бердяев дейді: адамзат қоғамның махаббаты мен тірлік тынысының трагедиясы тап осында жатыр. Қоғам махаббатты жақтырмайды. Жан тәнімен сүйетін адам қоғамның жауы саналады деп жазады дейді. Осы уәж 20 ғасырдың басында айтылды. Ал қазір басқа заман, қоғамның да өзгеретін кезі келді. Қоғам мен махаббаттың антагизмі ой сананың белгілі бір деңгейінде ғана туындайды. Бірігу дәуірінде бұл аутогенизм жоғалды, тіпті қазірдің өзінде жылжып кете барды. Адамдардың міндеті осы үрдістің отын үрлету, әйтпесе адамзат қалыпты өмір сүруден қалады. Махаббаттың өз өміріне керге беруіне адам қалай ықпал етеді? Әрине, махаббатты бөліктерге жіктеп, бөле жарамастан сүйіспеншілік аясында өмір сүру арқылы ғана. Аналық сезім, ана болу дегеніміз махаббаттың ғажайып сырын ашудың бір сатысы ғана. Бірақ оның бөлек тұрған әсіресе басты құрымдас бөлігі емес. Енді жүктіліктің өзі ана махаббатын недәуір өсуінің сатылымы кезеңіне айналады. Бұл да табиғи нәрсе. Сезімі оянып, әйел ана міндетін атқаруға даяр болуға тиіс. Жүктілік әйелдің қасиеті, одан да әрі жарқырата ашудың маңызды сатысы. Тап осы тұста күйеуіне айрықша назар аударып, бұрынғыдан да нәзік әлі елжірек сезімін білдірген. Осы арқылы қылықтардың жаңа деңгейлеріне шығып, махаббаттың әлде қайда күшті ауқымда өрісін жасап алған жөн. Бұл ретте бала олалардың жанға жайлы мамыражай махаббат кеңістігінің шуағына бөленеді де отбасы нығая түседі. Ал егер әйел болашақ сәбиіне шұқшиып, еркекті мүлде елемесе, немесе одан бір жола безініп, төсек қатынасында тоқтаса, онда бала жыратарда дұрыс жетілмейді. Отбасы сынақтар шармауына тұтылып қалады. Осы орайда еркектің рөлі жөнінде айтқан абзал. Әйел бойында аналық сезімін оянған сәтте де зайыбына көбірек көңіл бөліп қамқор болу, сүйіспеншілігіне бөлену, оның кеңістігінен шығып кетпеуге тырысып, махаббатын жарқырата ашу серпін беру қажет. Ал еркектер көбінесе осыны сезінбей, жұмыс пен шаруаға, кейде дырысқа басымен кетіп, жүктілік, босану, баланы бағып қағу, әйелге махаббатын жарқырата ашып көрсету жаңа сатылық кезеңі.
Егер еркек өзін ақылға аялдата алса, онда әйел осы кезеңде бұрынғыдан бетер қылықты, ілтипатты бола түседі. Көбіне көп әйелдер еркекпен махаббатсыз қатынас жасап, баланы өз үшін туады. Бұл әдетте бала тағдырына тым қолайсыз таңба қалдырады. Әйел өзі сүйген еркектен бала тапқанда мүлдем басқаша жай ахуал қалыптастырады. Махаббаттың перзенті жаралады. Ал бар ықыласы зейіні балаға алып, тағы да барлығын бүлдіріп алады. Жанында еркек кіндікті болмаса да, әйелдің бүкіл махаббаты, барлық жұмсалған күш-қуаты балаға бағышталады. Мұндай жағдайда баланың өмірде жолуы болуы, өзінің болмысын сақтап бақытқа кенелу өте қиын. Бұл ретте негізінен шешесінің психикалық жақтарынан өмірінің ақырына шейін шыға алмай кетеді. Жалғыз басты әйелге жалғыздықтың мектебін тезірек бітіру үшін өзінің әйелдік қылығына көбірек көңіл бөлу қажет. Шынайы махаббат балаға сүйіспеншілігі мен назарын үйдірген кезде емес, жұп құрғанда ғана бой көрсетеді. Болашақ және қазіргі аналар меңгеріп алса, оңтайды болар шындық осы. Егер әйелдің толғағы ауыр келсе, әлдебір кеселі асқынса, бұл ерлі зайыптылардың ара қатынасында олқылық барын ишаралайды. Бала аурушаң, мазасыз болса да, себебін ең алдымен ата-ананың қарым-қатынасынан іздеген жол. Бұл пәле сонда бұғып жатыр. Әйтсе де екінің бірі оны өз бойынан, өзінің қарым-қатынасынан іздемейді, сырт жақтан табады көбіне. Ауыра қалған жағдайда көбінесе медицинаны кінәлайды. Бұл салада олқылықтар да жетеді, бірақ басты нәрсе еркек пен әйелдің арасындағы қарым-қатынаспен, олардың махаббатпен кеңістігі айқындалады. Ерлі зайыптылардың нақты махаббат кеңістігіне, сүйіспеншілік өрісіне ешқандай проблема тұмсығына тыға алмайды. Осыны әрдайым есте ұстап, ешкімді кінәламай, себепті әркім өз бойынан іздеу керек. Бірінші балаға қарағанда, екінші бөбектің әлсіздеу, әлжуаздау туатын жиі байқалады. Мұның басты себебі бірінші перзенттер дүниеге келгеннен кейін еркек пен әйелдің арасындағы сүйіспеншіліктің солғын тартуы, яғни екінші бала махаббат кеңістігінде әлсіздеу болып, әдетте әлсіздеу балаға анасы көбірек қамқорлық жасап, көңіл бөліп сүйіспеншілікке бөлейді. Сол арқылы өзінің әйелдік қасиетінен және жұбайынан алыстай береді. Қиындықтар шиыршығы төмен қарай ширатылады да көп ретте қайғылы оқиғаға алып барады. Бір әйелге 5 жасар қыз: «Мама, сен менен гөрі әкемді жақсы көрші. Әйтпесе мен өліп қаламын» дейді. Шешесі: «Сен не деп тұрсың? Мұны кім айтты саған?» деп сұрады. Қыз: «Мен білемін» дейді. Бір жылдан соң ол көз жұмады. Осы оқиға мені айран асыр қылды. Жазмыш былайынша айтқанда әйелдің проблемасын бетіне басып, тікелей ескерту жасады, бірақ ол отбасын трагедияға жетелеуін жалғастырды. Ал әрқашанда ишара келіп жатады. Жазмыш адамға іш тартып барынша жәрдемдесуге тырысады, тек адамдар оны елегісі келмейді. Нақты бір жағдайда, негізі ол көпшілікке ортақ егжей-тегжейлі қарастырайық. Бір бикеш жүрек қалауымен сүйгеніне тұрмысқа шығып, тиісті ұлдарында уақытында ұл туды, жүкті кезінде де, босану барысында да, одан кейін де кезеңдерде де қиындық көрген емес. Кез келген әйел сияқты ол да ұлына тиісті, тіпті аналардың басты көпшілігі тәрізді қажетті шамадан артық көңіл бөле бастады. Ал осы көңіл бөлудің шегі қайда дейсіз ғой? Оны тап баса айтып, дәлме-дәл анықтау қиын. Оның үстіне бойжеткендер мен қыздарға олардың басты міндеттерін түсіндірмейді. Жұбайын жақсы көруге үйретпейді, мұның түбегейлі маңызды қылық екенін айтпайды. Әдетте жас келіншектер өз әке-шешелерінен өнеге алып, ұрпақтан ұрпаққа көшіп келе жатқан отбасылық проблемаларды мойнына орап, олардан бетер тұрмыс тауқыметіне арқасын тосады. Соның нәтижесінде үйреншікті жағдай алдында шығады. Күйеуінен гөрі баласына сүйіспеншілігі арта түседі. Отбасындағы қарым-қатынас едәуір нашарлаған байқамайды. Бәрі қалыпты сияқты көрінеді, бірақ осы қалыптылық шын мәнінде бар қатерді ішіне бүгіп жатады. Отбасы тек ұрпақ жалғастыру үшін емес, негізінен жеке тұлғаның бағын ашу, адамның рухани өсуі үшін.
құрылатын ешкім және еш жер үйретпейді. Сондықтан егер күйеуі ішімдік ішпесе, қыдырмаса, тапқан табысын үйге әкелсе, онда отбасының бәрі қалыпты. Ал ерлі зайыптылар сүйіспеншілік сезімдерін сақтап қалса, өте тамаша деп есептеледі. Ал енді нағыз үлгілі отбасында рухани өсу үздіксіз жүріп, махаббатпен бақыт өрісі кеңейе берген тиіс қой. Бұл да бұлжымайтын, бүкіл ғұмыр бойына созылатын құбылыс. Эволюцияның жолын кесу әсте мүмкін емес. Әлгі отбасы жөнінде әңгімемізді жалғастырайық. Екінші ұл дүниеге келеді. Бірақ ерлі зайыптылар арасындағы сүйіспеншілік, махаббат сезімі кемшін болғандықтан бұл бала аурушаң болып шығады. Шешесі үлкен ұлы мен күйеуін екінші орынға ысырып тастап, оған ерекше көңіл бөледі. Титімде оның үстіне дімкәс бөбекке жаны ашып өбектеу өз дегенін істемей қоймайды. Сіз, бұл табиғи нәрсе ғой, аурушаң балаға көбірек көңіл бөлу керек дейтін шығарсыз. Иә, тек ол өзіне және күйеуіне залалын тигізбеу керек. Қарапайым шындықты бір нәрсеге тапшы болса, оның ең болмағанда дұрыс бөлу керектігін түсініп алу керек. Ал егер бала ауырса, ең алдымен ата-анасы бірін-біріне сүйіспеншілік сезімін арнауы керек. Әке-шешенің махаббат өрісінде бала сырқатын тезірек айығады. Адамдағы махаббат шешегін толық ашса, бәріне жетеді. Ешқандай бөлек жіктеудің қажеті жоқ. Егерде сүйіспеншілік сезімі толық ашылмаса да, онда былайша бөліп көріңіз. Әуелі өзіңізді және қосағыңызды, содан соң балаларыңызды, ата-аналарыңызды сүйіп, одан әрі ол тас лақтырған судың бетіндегі толыққанды жөңкіліп кете береді. Бұл ең тамаша тәсіл емес, бірақ көп қиындық туындатпайды. Өз отбасыңызда сүйіспеншілік қалай бөленетінін талдау жасаңыз. Әлгі әңгімеге қайтып оралайық. Әйел ауру баласына көбірек көңіл бөлген сайын оның проблемалары қаптай бастады. Иә, бала үйдің 3-ші қабатынан құралды. Оны құтқарып қалды және шешесі тікелей құйдыру әдісімен оған қан берді. Енді ұлы оған тура мағынасында қаны бір қимас жан болды. Ілтипат пен сүйіспеншіліктен айырылған күйеу қатты сырқаттанып қалды. Бірсыпыра уақыттан кейін кенже ұлы нашақорлыққа салынып қаза тапты. Өкінішке орай мұндай мысалдар өте көп. Оқиға әркелкі өрбейді. Бірақ олардың себебі әдетте біреу болады. Әйел махаббатын баласына арнап, өзі күйеуін екінші орынға ысырып тастап, проблемадан қашып құтыла алмайды. Мен тәжірибемде жағымда мысалдар бар. 16 жасар бала хирургия бөліміне түсті. Жағдайы күрт нашарлап кетті. Хирург маған баланың әке-шешесін алып келді. Мен олардың ортасындағы қарым-қатынас мәселелерін қалыптастыратын дәстүрлі тыңдауын өтіндім. Бала басындағы проблемалардың себептері әке-шеше арасындағы қарым-қатынаста жатқан. Олармен екі рет жеке дара әңгімелестім. Екеуін жақындасып, бірін-біріне үйірсіктей бастады. Лекциялар курсының соңына таман ешқандай қосымша жұмыс жүргізілмегеніне қарамастан баланы ауруханадан құлан таза етіп шығарды. Балаға тікелей өзіне арналған сүйіспеншіліктен гөрі ата-ананың арасындағы сүйіспеншілік, отбасындағы махаббат кеңістігі ауадай қажет екенін түсінуіміз қажет. Ол неғұрлым көптеу болған сайын баланың дамып жетілуі соғұрлым табиғилау болады. Ол күннің нұры мен судың нәрі жеткілікті ағаш сияқты мәуеге өседі. Мен осы ақиқатты бір әйелге ұзақ түсіндірдім. Оның келсе қою қиын еді. Өйткені оған өмір бойы әдеттенген көптеген тұрмыстық дағдылардан бас тартуға тура келді. Содан соң ол саяжайдағы көрші әйелдің «Сен балаларың тым жақсы көреді екенсің. Күйеуіңе де мойныңды бұрсаңшы. Соның да балаларыңның болашағы жарқын болады» деген сөзін еске алды. Бірақ бұрын ол мұндай сөздерге құлақ аспайтын еді. Ал қазір соны есіне түсіріп, басқаша көзбен қарап. Шынында да көрші әйел мен күйеуі бірін-бірі сүйді. Балалар да, немерелер де бақытты өмір сүрді. Демек, халық даналығы әлі өшкен жоқ. Әрі көптен әйел затының бойында бірнеше бейсаналы интуитивті, кейбіреулер саналы түрде сақталып қалған. Әйтпесе адамзат нәсілі әлдеқашан құрып кетер еді.
Мақтанышпен әрі өрбеке айтатын мен балаларыма бәрін бердім. Өз өмірімді соларға арнадым деген сөздерді жиі естуге болады. Мен осы сөздің мән астарынан мен өзімді, өз махаббатымды аша алмадым. Әйел болу қолымнан келмейді, сондықтан бақытты отбасын құра алмадым. Иә, мен жоқсыздау, бірақ оңайлау жолды, өз махаббатымды балаларға беруді таңдадым. Сөйтіп, оларға мына өмірдегі қиындықтарды тудырдым деп тәжіралаймын. Әйелдің балаларына берген әлгі махаббатына осылай түсіндіруге болады. Өз өміріңізді адал шыншыл көзбен шолып көріңізші, тап осындай жайт кезікпей ме? Шамадан артық ана махаббаты келесі ұрпақ буынның отбасын құрып тып-тыныш түтін түтенуіне үлкен кедергі келтіреді. Тек осы жөнінде ғана бір кітап жазуға болар еді. Нақ сол аналар балаларының өзіндік даму жолында түсу барысында жиі араласады. Әрине ізгі ниетпен, сол арқылы да бақытты тұрмыс құруына бөгет жасайды. Музыка пәнінен беретін бір әйел неліктен ұлының өмірінде жолы болмай, жасы 30-дан асса да жар сүйе алмай жүргенін сұрады. Мен оған көпшілікке ұғынақты музыкалық образды мысалға келтірдім. Көзіңізге елестетіп көріңізші, үрмелі аспаптар оркестрі, үлкен түтік кернейлер, трубалар, дауылпаздар, даңғыралар ойнап тұр. Сол оркестрдің ортасында сіздің ұлыңыз отыр. Ал оркестрде бір бикеш келіп, скрипкамен махаббат әуенін тартқысы келеді. Ол ана махаббатының, анау оркестрінің даңғарысындай даусын естіле ме? Даусынан. Баламен бірге тұрған көп жылдық әрі қандық байланысты иеленген ана махаббаты қуаты өте күшті. Иә, қалыңдыққа өзінің тіпті кейде толықтай ашыла алмаған сүйіспеншілігімен ондай қуатты ана махаббатын еңсеру өте қиын. Ата-анамен бірге бір шаңырақ астында тұрған кезде жағдай одан сайын күрделене түседі. Сондықтан жастарға, әсіресе әке-шешенің бірін-біріне сүйіспеншілігі болмаса, бақытты тұрмыс құра алмаса, өмірді дербес өз бетінше бастағандары жөн. Ана махаббатының тегеурінен жас жұбайлар сүйіспеншілік сезім оты тез сөніп қалуы мүмкін. Осы себептен ажырасулар саны артып, талайлардың тағдырлары тоз-тоз шығады. Валерий Комиссаровтың «Менің отбасым» атты телехабарында жас жігіт өзінің хикаясын айтып, аудиториядан ақыл кеңес сұрады. Оның ұнатқан қызына үйленуін шешесі қаламаған. Егер сен соған үйленсең, мен әкеңнен ажырасамын деген. Ал жастар бірін-бірін өте сүйген. Ұлы бәрібір үйленген кезде әйел шынымен күйеуінен ажырасып кетеді. Әкесі сонда араққа салынып, күйзеліске ұшырайды. Ал шешесі, міне, не істедіңдер көр енді, деп баласын кінәлайды. Бір әйел маған әңгімесін айтты. Менің қызым өз шешесінің етегіне оратылып, кіндігі байланып қалған жігітке тұрмысқа шығып еді, әлгі енесі жас жұбайлардың тірлігіне ұдай араласып отырады. Мен күйеу баламның шешесімен сөйлесіп, жастардың өз өмірлерін сүріп, тірліктерін жасауына кедергі келтірмеген жөн екенін айтып көрдім. Бірақ ол түсінбейді. Күйеу бала да онысын қалыпты жағдай деп санайды. Мұндай жағдайды мен не істеуім керек? Менің жауабым мынадай. Біріншіден, аталмыш оқиғада осы әйелдердің өз бойында қызына арналған шамадан артық махаббат бар. Әйтпесе мұндай жағдайда кезіккен еді. Өмір ағымды адамның ішкі жан дүниесінің айнасы секілді, сондықтан ол өзіне тек өзі сияқтыларды тартып тұрады. Мұны мойындап, алдымен өзі қызын жөніне жіберіп, оған шектеусіз дербестік беруге және әйелдік қасиетін көрсетуге көмектесу қажет. Қалай дейтін шығарсыз? Міне былай. Екіншіден, аналардың өздері әйелдік қасиетке мән берулері жөн. Жас жұбайларға мықтырақ үлгі болып, отбасындағы қарым-қатынас дамытудың ақиқи жолдауларын көрсетулері керек. Өзіне өз жұбын құрып, жарасымен нығайтуда, өз бақыттарын барша қырын ашуға талпынуға тиіс. Сонда басқалары да біртіндеп өзгере бастайды. Ал ана жақта басқа ана, қыздың енесі де жақсарып келе жатқанын көресіз. Балалар есейген сайын шешелері егде тарта бастаған сайын аналық сүйіспеншілік сезімі азуы бола түседі. Осынау сүйіспеншілік астарындағы меншіктеу сезімі ұлғайып, агрессивті сипат иеленеді. Ал балаларды оны айқын сезініп, аналарын мүмкіндігінше алыс кетуге тырысады, кекілшін өрши береді. Балаларын өзіне байлап қою үшін, олардың аяныштан ояту үшін
ауырып сырқауға көшеді. Міне тағы бір тағдырдың талқысы. Бір әйел 4 ұлын, әсіресе кенжелерін есігеде жақсы көреді. Олардың әйелдермен яки келіндермен бірге тұра алмады. Ұлдарының әрқайсысы 2 реттен үйленді, ал кенжесі мүлдем бас құра алмай араққа салды. Ересек ұлдары шешесінің өз тірліктеріне кедергі келтіретініне көзі жетіп, одан іргесін аулақ сала бастады. Сол кезде әйел өзінің бар махаббатын немерелері мен жанынан әлі қарыс қадам ұзатпаған кенже ұлына арнады. Есейе келе енді әжесіне жолақысы келмейді. Ол бұлардың да дамып жетілуіне тұсау салады. Оларды бір-біріне тұлға емес, әлі сәби көрінеді. Соқа басындай сопайып жалғыз қалған кейуана өзіне қол салып өлді. Тура 1 жылдан соң кенже ұлы аяқ астынан көз жұмды. Анасы оны да өзімен бірге алып кетті. Есейген шақта балалары безініп тастап кетпеу үшін әр ата-ана сүйіспеншілігін алдымен өзіне, өздерінің жұбайлы қарым-қатынасына жұмсау керек. Ал қосағы жоқ болса, онда өз өмірін бас қосып, жұбайлы қарым-қатынасты орната алатындай етіп құрғаны жөн. Сонда ғана балалары бұрынғыдан бетер жақсарып, жан дүниесін жандырып күйдіргенмен, жаймашуақ сәулемен ғана жылытатын күнге ұмсынғандай үйіріле түседі. Өздерінің қосақтаса дамып жетілуіне, қарым-қатынастарын нығайтуға назар салған ата-анаға балаларын қызығып солардай болуға талпынады. Психологтар мен медицина мамандарына психологиялық инстинкт термині белгілі. Оны психикалық қан араластыру деп атайды. Нақты жағдайда бұл былай көрінеді. Ана баласын махаббатын еркекке арналар махаббаттың орнына ауыстырғыш ретінде пайдаланады. Бұл ұлының еркектік қасиетінің ашылмай қалуына әкеліп соқтырады. Ол немесе инфантилді, көз қылықты жігіт өмір сүруге, тындырымды тірлік істеуге қабілетсіз келеді. Отбасын құра алмайды, құрған күнде де оны бақытқа кенелтуге шамасы жетпейді және немесе агрессивті болады. Соның ішінде өзін өбектеп өсірген шешесіне жиі ашуланып ызаланы. Ашу басы өз еркек ретінде сезіну әрі өмірін ойран қылған шешесіне бейсаналы түрде өшін алу үшін ішімдікке, есірткіге үйірсіктейді. Егерде әйелдер еркекке қатысты махаббаттан ана махаббатын асыра пайдалану залалды екенін ұғынса, әрі оған жол бермесе, мұнда дүние басқаша болар еді. Ауру сырқау атаулы маскүнемдік соғыстар, балалар мен еркектердің өлім жетімі едәуір азаяр еді. Кейбір халықтарда ана махаббаты әжептәуір асқақтата әспеттедеді. Осының өзі-ақ тұтас ұлтқа зардап шектіретін проблемалар туындайды. Міне зерттеп тұрарлық маңызды мәселе керек болса. Ана махаббаты еңсіріп шыққан кезде бала өзінің табиғи қасиетін дамытып, сүйікті жарын табады және махаббатын жайып салады. Ал шешесі өзінің аналық қарым-қатынасын әлі де өзгертпесе, ересек ұлын қасынан бір елі ұзатқысы келмесе, оның өмірінде проблемалар қайтадан пайда болады. Балаларға тұлға ретінде қалыптасу керегі жасай беретін әйелді өмірдің өзі жойып жібереді. Бұл әрқилы ауыр сырқаттар түрінде жиі көрінеді. Бірақ көбінесе дәрігерлер араша түсіп әйелдің өмірін сақтап қалып жатады. Бірақ кеселдің түбірлі себептерін жоя алмайды. Енді науқас шеше балаларының отбасына ауыртпалық жамап, өзіне көбірек көңіл бөлулерін талап етеді. Шамадан артық ана махаббатын басты себепкер болып табылатын әйел аурулары туралы жеке кітап жазуға болар еді. Махаббат мейірімін балалардың үйіп төгу, әйелдің еркекке сүйіспеншілікке селкеу, жыныстық қатынасты жарасымдағын бұзады. Ал мұның бәрі әйел организміндегі энергияның тоқырау құбылысын тудырып, кейбір ауру түрлерін қоздырады. Бұл жөнінде әлбетте сексопатолог мамандар жазған жөн. Осыдан аға буынның рухани оянғандарының өздері үшін де, балалар мен немерелер үшін де өте маңызды екені көрініп тұр. Ал медицина мамандары Гиппократ антының тек қана адам тәніне емес, ең алдымен жанына, оның жан дүниесіне қатысты екенін түсіну қажет.
Гиппократ, философ, дәрігер, құдайға пара-пар деп бекер айтпаған. Ондай ойшыл дәрігер әйелдің де, оның балаларының да ауру сырқатқа ұшырауының себебін түсініп, тығырықтан шығатын сенімді жол табуларына жәрдемдесе алады. Кең таралған бір құбылыс, ата-аналары бақиға озған балалардың өздері кінәлі сезінуі. Ананы олай, мынаны бұлай істегенде, олар әлі тірі жүрер ме еді қайтейін. Мен оларды барынша мәпелей алмадым, соның кесірінен өмірден ерте кетті, тағы сол сияқтылар дейін. Шын мәнінде мұндай кінәлар сезімі өмір сүру қабілетінде кері әсерін тигізеді. Кінәлік пен қорқыныш сезімі адам үшін ең зиянды қылықтар. Кінәлік сезімі арқылы ата-аналар балаларының өміріне ықпал етулерін жалғастыра береді. Олардың өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруына кедергі жасайды. Сол бір сәтте солай болуға тиіс нәрсенің бәрі өтініп кетеді. Енді еш нәрсеге өкінудің керегі жоқ. Баспаға автор келеді. Табылдырықтан аттай бергенде байқауста тайып құлады. Саусағын жарақаттап алды. Ол дәрігер бәрін иотты, дәкені алып жүреді екен. Жарасын тез таңып тастады. Біз шаруа жайын сөз етіп отырғанда маған жарақаттанып қалған саусақ жайы маза бермеді. Әңгімеңізді аяқтаған бойда, қане енді саусағыңызбен айналсайық дедім. Оның айналысатын несі бар? Мен бәрін істеп қойдым, енді қабына қоймайды. Ай, дәрігер, ай шіркін. Айтуға ғана оңай ғой, әйтпесе қабыну тап-таза зарарсыз жағдайда да болуы мүмкін. Ал тіпті кейде антисанитариялық ортада түк болмай жазылып кетуі мүмкін екенін өзің білесің ғой. Осы жарақаттың себебін жоюымыз керек. Қандай себеп? Есіктің тұтқасын ауыстыру керек пе? Ал сен бір ақиқатты ұмытпа. Кездейсоқ ештеңе болмайды. Мына жарақат та бірдеңенің белгісі. Ол бір менің көз алдымда өткендіктен сол себепті түсінуіңе көмектесемін. Сол қолыңның саусағы жараланады демек, себебі ата-аналар бәрінен бұрын анаңа байланысты шығар. Мамам бірнеше жыл бұрын қайтты. Мен оны өте жақсы көрдім. Мен оны қасыма алып бақпағаныма қатты өкіндім. Әлі де өмір сүрер ме еді сонда. Ал егер қолың алып баққанда, бұл қамқорлығың оған ең бастысы өзің мен отбасыңа жайлы болатынына сенімдісің бе? Әрине, маған және оған жайлы болар еді ғой. Мені өте жақсы көрді. Жақсы көруден артық не керек адамға? Ет жақын елжіреп сүйрейтін адамдардың бірге тұрғаны жаман болушы ма еді? Шынайы махаббат артықтық етпейді. Ал енді өзімшіл сезім, өліп өшкен сүйіспеншілікке елігудің мүлдем болмағаны жақсы. Айтпақшы, анаңның әйеліңмен арақатынысы қалай болар еді? Онша болмады. Әйелім ақылды жан, барынша қас-қабағына қарап бақты, бірақ екеуінің арасы бәрібір жараспай қойды. Ал егер анаң сендермен бірге тұрғанда, әйеліңе қалай боларын және екеуінің қарым-қатынасын қалай қалыптастыратынын ойлап көрдің бе? Күмәнділік пен кінәлік сезімін серпіп таста. Бәрі қалай болуға тиіс солай болады. Оның мына өмірден кетуі сол кезеңде сендер үшін ең оңтайлы жол еді. Өйткені оған сен нақты ешқандай жәрдем бере алмайтын едің. Тек тиісті рухани жан күйге жетіп көп мәселенің мәнісін ұғындыра ғана шынайы көмектесуге болатын еді. Анаңның қарым-қатынасыңда айқын түсіп, кінәлік сезімін арылу үшін саусақ оқиғасына тап келдің. Шындығында кездейсоқ ештеңе жоқ. Ана махаббаты әлі талай проблемалар туындатары қақ. Бұл іргелі зерттеуге өзек болар тақырып. Қазір біз тек оның шағын бір бөлігін қарастырамыз. Міне мысалы, әкенің өз балаларын жақтырмауының түп төркінде әйелінің балаларға көбірек көңіл бөліп, бар сүйіспеншіліктерін арнайтын туындайтын қызғаныш жатады. Баланы неліктен жақтырмайтын еркектің өзі түсінбейді, әйелі де түсіне алмай күйеуіне ренжиді. Оның барлығы балаларға жеткілікті көңіл бөлмейтіні бетіне баса береді. Яғни, ауру бастың ауыртпалығын сау басқа апарып салады. Сонда проблемалар шыр көбелек айналдыра жөнеледі. Көбінесе аналар алапат аналық сезімнің ырқымен балаға әбден байланып қалғандықтан, сәбиінің мінез құлқын, оның бұрысын байыпты бағалай алмайды. Оған да қатысты қияли көріністер құра бастады.
Асып төгілген аналық сезімнің ағымен балалар шолжаң әрі ашушаң болады. Ал әке-шешесі олармен тілдескенде тығырыққа келіп, қарым-қатынастың қолайлы жолын таба алмай дағдарады, балалардың талап тәлігіне бейімделе кетеді, немесе қысым көрсетіп, олардың өздеріне күшті сезімін қайтарымын талап ете бастайды. Асып төгілген аналық сезім баланың еркіндігіне нұқсан келтіріп, өзін-өзі тануына кедергі болады. Ана өзінің дүние танымын әкеліп таңады. Оның бала көзқарасын білуге зауқы шаппайды. Бұл оған қатаң бақылау орнатудың байқалуы мүмкін. Жалпы мына өмірде баланың шешесіне ызаланып, долданғанын көргенде себебін олардың қарым-қатынасынан іздесе қателеспейміз. Бір бозбала кез келген сөзге жоқ деп жауап беретін, тек мән-маңызын түсінгеннен кейін ғана жөн жосықты сөздің өзіне қинала құлақ асатын еді. Сөйтсе шешесі бұл бала есі кетіп қалып, есі кете жақсы көрген болып шықты. Ол жатырда жатқанда ана махаббатынан жапа шегіп, оның психикасына әу бастан ештеңені жақтырмау, қарсы шығу реакциясы сіңіп алған. Ол өзіне көңіл бөлу мен қамқорлық жасаудан тойынып біткен еді. Ақылдан өрбеген ана махаббатына да жиі кездестіруге болатын. Шешесі баланы ғылым бойынша тәрбиелеуге кіріседі, ал шешесінің педагогикалық қабілетін сынау полигонына айналды. Әйелдер баланың ең бастысы өздерін тәрбиелеу үшін берілгенін ұмытып кетеді. Балалар біздің кішкентай, әрі кейде әлдеқайда данөгей ұстаздарымыз. Олар ата-аналарды бақыттылау өмір дәурен сүру үшін жаралған. Міне, балдырғандардан үйренетін нәрсе. Сонда олар әке-шешеден өзіне керек тәлімді алып бақытқа кенеледі. Әке-шешенің балалары арқылы өздерінің орындалмаған армандарын жүзеге асыруға тырысатын жайттары жиі кездеседі. Әдетте мұның арты жақсылыққа апармайды. Маған бірде баланы әйел келіп, қызының ауруы асқынып, ешқандай ем қонбай қалғанын айтты. Ал себебі қарапайым еді. Әйел ісмерлікті өте жақсы көріп, өмір бойы сонымен айналысқысы келіп, бірақ басқа кәсіппен шұғылданып жүр екен. Қызы бой жүзе бастаған шақта оны халық шығармашылығы мен мектебіне апарып бастапты. Бұл шығармашылық деген тамаша нәрсе ау, бірақ шығармашылықтың бұл түрі қызға емес, анасына керек болған. Ал қыз ән салғысы келеді. Сонда баланың жан дүниесіне зорлық жасалды. Басқа бір мысал келтірейін. Шешесін мәнерлеп сырғанау, алабөтен ұнатады. Ал қыз кішкентайына мәнерлеп сырғанау секциясына береді. Тетімдей қызды бақшадан қала орталығындағы спорт сарайына сүйрелейді. Қыздың емес, ананың қалауы басты шарт болды. Оған бұл керек емесінің ишарлығынан талай бір белгі берді, бірақ шешесі алған бетінен қайтпайды. Қызды жаттығуға жеткелей береді. Содан бір күні әйел мұз үстіне шығып кетіп, оңбай жығылады. Үстінде тоны мен бөркі болғанына қарамастан құлаған жерден миы шайқалады. Сонда ғана қыздың бір жаттығу барысында бірнеше мәрте құлап, үсті басы көкала болып жүретініне миына жетті. Енді қайтып қызын қыстамауға бекінді. Анасы өз өміріндегі мағынасыздықтан қашып құтылу үшін бар назарын балаға аударатыны белгілі. Ол оның бүкіл тілегін орындап бабын табуға даяр тұратын қожайын мен құл немесе ниеттес ретінде қарым-қатынасты орнатады. Бала анасынан қыңыр, қырсық, қосымшасына, масылына айналды. Шешесінің де соған көңілі толғандай мәз-мейрам. Мұндай одақ аясында отбасының әкенің орны артық қажетсіз көрінеді. Ол да баяғы ықпалына бір жолата жоғалтып алма үшін күресіп бағады. Ақырында арақ ішуге салынып бастайды. Әлде отбасына кетіп тынады. Психологиялық тұрғыдан бәрін әйелдің өзі бала дүниеге келгеннен бастап әзірлеп қойған. Ал еркектің безіп кетуі соның салдары ғой. Әйелдер көбінесе бастан өткерген оқиғаның ақиқи себептерін мойындамай, ахуалды одан сайын ушықтырып, оңбаған тастап кеткіш тасбауыр күйеуіне кәрін төгеді де, баласымен бұрынғыдан да бетер оқшауланып, өзінің әйелдік қасиетін жоғалтып алады. Отбасында құндылықтар жүйесі бұзылуының
кесірінен еркек қоғамда бұрынғыдан күрделілеу жағдайға кезігеді. Бұл оның қызметтік мансабына кесірін тигізіп, әйелімен қарым-қатынасты шиеленісе түсуі керек. Отбасындағы бірінші орынға ысырылып тасталған еркектің қоғамдық ортада да еңсесі тіктелмейді. Ол көкке самғап, өз дарынын ұштай алмайды, тек жер бетінде жорғалап мігір таппайды. Оның отбасының материалдық жағын қамтамасыз етуі қиындап, бұл тізгінді де әйел қолға алуы, тіпті оның отбасы кеңістігіне бір жола тықсырып шығуы мүмкін. Әсіресе әйелдің ерік жігері мықты болса, мұндай жайт жиі орын алады. Балалардың бойында одан да әкені қор тұту құлқы пайда болады. Олардың еркекті қуаты бәсеңдеп, соған лайықты оқиға өзіне үйрете бастайды. Қыздың жанында оны барынша кемсітіп бағатын жігіт, ал жігіттің жанында бәлкім өзін етек басты еркек қылып қоятын әйел пайда болуы мүмкін. Сынақтан өзгенің бәрі жұғады демекші, балалардың проблемаларын әке-шеше проблемаларынан өріп шығады. Сондықтан балаларына көмектескісі келетін ақылды ата-ана өздерінің арақатынастарын дұрыстауға жете мән береді. Күйеуі отбасынан кетіп қалғаннан кейін әйел әдеттер баласына бұрынғыдан бетер өбектеп, өзінің бүкіл энергиясын соған сарып етеді. Бұл жалғыздық үрдісін күшейтіп, баланың проблемаларын ұлғайта түседі. Анасы өзіне тұрақты көңіл аударып, қамқорлық жасауды талап етеді. Баласының үнемі қасында жүргенін қалайды. Және басының тірлік тынысын қадағалап отыруға тырысады. Уақыт өткен сайын өскелең қарғыңмен өрбуі ықтимал. Шешесі баланы мейлінше өзіне матап, оның дербестігін өз бетінше әрекет етуіне шектеу қоюға көшеді. Ал баланың өмір сүре бастайды. Біз мектепке кеттік, біз мектеп бітірдік, біз күреске қатысып жүрміз, біз институт. Сөйтіп бала қабілетін одан сайын төмендетіп, дамып жетілуіне бөгет жасайды. Шамадан артық аналық сезім ұлдың бойындағы еркектіктің бастауларын бұзып, қанша да құтыла алмас психологиялық ауытқуларға душар етеді. Мәселен, гомосексуализм себептердің бірі міне осы. Бала болмысындағы еркектік қасиеттің тұншығып, әйелдік бастауларға қарқынды дами бастайды. Тағы да бір ауқымды тақырып, әйел аналық сезімінің соншалықты айқара ашқан шақта ана махаббаты кеңістігіне күйеуін де кіргізіп жібереді. Ол да бір баласына айналады. Ал өзі оған тағы бір маматай болып шыға келеді. Әйелдердің күйеуі жөнінде баласы сияқты етіп айтуға ұялмайды. Олар осы арқылы өздерінің әйел болудан қалғандарын ұқпайды. Бұл көптеген проблемаларды қоздырады. Мысалы, әлдебір әйел оның байынан балаға емес еркекке тән сипатын көріп ертіп алып кетеді. Шешесі мен қызының өзара әрекеттеу мәселесі бөлектеу қарастырылған қажет еді. Әсіресе бойжеткен қыз өзінің жалғызбасты анасымен бірге тұрып жатқан жерде әжептәуір қиындықтар бас көтереді. Егер де ересек қыз шеше ықпалына еңсеріп, өзінің әйелдік қасиетін аша алмаса және одан ірге ажыратуға шамасы жетпесе, онда анасы оның өмір жолын біржолата кесіп тастайды. Анасы қызының күш-қуатын сіміріп, күш-қуаты тұрғысынан соның есебінен өмір сүруі мүмкін. Қызы дертке шалдығып, шапшаң қартаяды, ал шешесі шалғып өмір сүре береді. Егер олар рухани даму жолында түспесе, шешесімен бірге тұрған қыздың шапшаң қартаятыны мәлім. Ал шешесі маңдайынан жазылу мерзімінен де ұзақ өмір сүруі мүмкін. Қызы өзінің энергиясымен оның денсаулығына демеу болады. Яғни ол өзінің бақытын, өзінің несібесін құрбандыққа шалады. Міне осылай олар бір шатырдың астында пана тұтқан екі егде әйел көп ұзамай екі мыжырайған кемпірге айналады. Олар бір-біріне ұқсап кетеді, тіпті қайсысы шешесі, қайсысы қызы екенін ажырату қиынға соғады. Егер әйел өз өмірінің басты міндетін сүйіспеншілікке сыйлап, махаббат кеңістігін жасауды орындата алмаса, онда ең қымбат нәрсесі жастық шағында көз жасып қалады. Қызына шамадан артық махаббат арнаудан тағы бір мысал келтірейін. Әйел күйеусіз қалып өзінің жалғыз, бірақ енді ересек қызының тірлігіне жөн-жосықсыз араласа беруін тоқтатпады. Еркектердің
берер бағасы біреу еді. Бұл саған жар болып жартпайды деген. Бірақ қызы тұрмысқа шықты да отбасын құруға, содан соң сақтап қалуға тырысты. Ақыр соңында күйеуі екеуі мүмкіндікшінде шешесінен алысқа Камчаткаға кетуге шешім қабылдады. Айтпақшы, балалардың әке-шешеден алыс жаққа қоныс ауысуының көп себебінің бірі осы. Тап осы өбектеген қамқорлықтан қашу. Мен әйелі өте жігерлі, үстем мінезді бір отбасын білемін. Оның қол астында 2 баласы бар. Олар өмірлік жолдарына дербес таңдай алмағандықтан өз жас шамаларынан тым ересектеу көрінеді. Тек Америкаға кетіп, шешесімен байланысын біржолата үзген ұлы ғана бақытты отбасын құра білді. Сондықтан арақашықтықта кейде араша болады. Камчаткаға күйеуімен кеткен Бикеш бақуатты отбасын құрып, балаларын дүниеге әкеліп өсіріп жатыр. Сол кезде алыста қалған шешесі хабарласып, ауырып жүрген және көп кешікпей өлетінін жеткізді. Қыз анасына ұшып келіп, бағып қағуды қолына алды, ал шешесі айлап жылдап өмір сүре берді. Қызы үйіне қайту үшін жолға жиналып қалса, өлміші халге енеді. Қызы амалсыздан тағы да қасында қалады. Шешесі қайтадан тіріледі. Қыз күтуші жалдап еді. Шешесі: саған ең кім қымбат, туған анаң ба, әлде күйеуің бе? Сен кеткен бойда жан тәсілім қылам, мен сені осы күнге күйімде тастап кетесің, өзіңді кешіресің. Мен әуелі өлейін, содан соң қалайсың солай өмір сүре бер деді. Сонда әйел шешесінің қасында омалып отырғанда уақыт ақырын жылжи берді. Арада 10 жыл өте шықты. Анда-санда күйеу келіп тұрды. Жол алыс, жер шалғай, жиі келіп тұра алмады. Ал әйелін шешімтал қадам жасап бір жағына шығуға көндіре алмады. Сонымен шешесі қайтыс болды да қызы оны жерлеген бойы Камчаткаға кетті. Ол басқа бір қазаға қайта ұшып келді. Тап сол күні күйеу көз жұмды. Мен сол келіншекпен кездескен кезде көп кешікпей оны да бақиға аттанатынын бажайладым. Өйткені шешесі әлі өзінің өңірінде жүрген, мұны о дүниеде қасына шақырып жатқанын аңдадым. Шын мәнісінде бұл соншалықты сирек кездесетін жай емес. Адамдар болған оқиғаларды сабақтастырып, бастан өткен жайттардың себептерін жөнінде жете ойланбастан, ал мына пәниде кездейсоқ, еш нәрсе жоқ, балалары о дүниеде аттанғаннан кейін көп кешікпей әке-шешесінің ажал құшатының артында көбіне осы себеп ата-аналарының балаларына етене байланысып қалатын тұрады. Кейде қыздардың бойында кішкентай күннен алапат аналық сезім пайда болады. Егер оны тәрбиелеп тәлімдеу барысында арнаулы шаралары қолға алмаса, есейе келе әлгі қыз шешесін отбасынан аластап шығады. Тіпті ажал құштыруға да әбден мүмкін. Өйткені 2 ана бір үйдің ішіне сыйыспайды. Бірақ қыз да отбасын құра алмайды. Ал ол үшін отбасы деген өзінің аға-інілері, апа-сіңілдері және әпкесі. Мен осындай мысалдарды да білемін. Ондайлардан біз ойлаған шамадан әлдеқайда көп толып жүреді. Осы арайда құтқарушы амал ананың өз жұбайына махаббатының тұрақты түрде өсе түсуі, өзінің әйелді қасиетінің айқара ашылуы болмақ. Мынадай мысал арқалы ата-аналар мен балалардың өзара қарым-қатынасының тағы бір қырын қаузайық. Қыз институтты жақсы бітіріп, жұмыс жөнінде ұтымды ұсыныстар түсе бастады. Ол шешесімен бірге тұрып, әлбетте шешесі оған материалдық жағынан жәрдемдесті. Біршама уақыт өткен соң қыздың жұмысында қиындықтар пайда болды. Ақырында біржолата шығарып жіберді. Шешесінің қайткенде де өз мүмкіндігін іске асыруына кедергі келтіретін түйсігімен сезген қыз басқа қалаға кетіп, жақсы жұмыс тапты. Шешесі ширығып, бұрынғыдан да бетер көмегін үйіп төгуге кірісті. Шығыны көбейді ғой. Қызының басын қайтадан қиындықтар торлап, тағы жұмыссыз қалды. Осы оқиғалардың бәрін балаларға дербес өз бетінше өмір сүруге шейін материалдық жағынан көмектесуге болады. Ал одан әрі өзара еңбек етіп табыс тапсын деген қағиданы бұзушылықта жатыр. Мен жануарлардың бұл мәселелерін адамдарға қарағанда ақылды адам жасайтын, өз төлдерін тек белгілі бір жасқа шейін ғана қоректендіретін талай айтқан едім. Ал шамадан артық адами аналық сезімнің мүсіркеушілік кесірі батпан кесапаты мол. Мынадай қарапайым шындықты әсте ұстау керек. Егер ата-ана ересек балаға 100 теңге берсе, ол 1000 теңге, яғни 10 есе, бәлкім 100 есе
көп ақшаны жоғалтады, еңбегімен таппайды. Шешесі баланы жалғыз тәрбиеледі. Бұл қазіргі кездегі кең таралған жағдай. Мұндай жағдаяттың басты себебі шамадан артық ана махаббаты болып шығады. Әйел өзінің табиғи қасиеттің энергиясын, аналық сезімін, энергиясын аударады. Әйел ретінде солып қалады. Оның құндылықтар жүйесінде күйеуі бірінші орында тұрмайды. Сондықтан да бұл кеңістікке жоламайды. Тіпті төбе көрсете қалғанның өзінде көп аялдамайды. Әйелді еркектердің ешқашан қадіріне таңғалып, оларды тұрақсыз деп кінәлай жөнеледі. Мұна көпшілікке белгілі аксиома. Ажырасқан және жанжалдасқан отбасылар дегеніміз баланы тым асыра сүйіспеншілікке бөлеудің, отбасындағы құндылықтар жүйесінің бұзылу нәтижесі. Ал жанжалдасқан және ажырасқан отбасылар мына өмірге проблемалардың келесі бір будасын жіберіп, бала тұлғасын дамыту қалыбын бұрынғыдан да бетер бұзды. Соның салдарынан өмір айдынында жарасымдылықтан ада балалар шығып, ата-ана өнегесімен және солар сияқты өз тірліктерімен жасай бастайды. Әйелдердің көбі, иә, мен күйеуімді сүйемін, ал оны бәрібір арағын іше береді дейді. Ал мұндай сүйіспеншіліктің негізінде не жатыр? Иә, мұқият зер салып қарасақ, әлгі сүйіспеншілік күйеуінің құрметтегеннен емес, мүсіркегеннен туындағаннан көрер едік. Тағда бір адами қарым-қатынастың соры мүсіркеушілікке қайтып оралайық. Мүсіркеушілік аналық сезім энергиясымен қоректенеді, ал құрметтеу қалыбы әйел энергиясының ұлғайған сайын өсе түседі. Әлсіздерді аяп мүсіркейді, аналық қылығын көрсете мүсіркеп отырып, әйел еркекті қорлайды, оны көпе көріну өзінен төмен қояды, ал содан соң оның өмірде жолы болмайды, бетіне басып кінәртады. Нақ сондай мамаша әйелдердің мүсіркеймін, демек сүймеймін оны деген сөзі қалған. Мүсіркеушілік аяныш дегеніміз әйел шамадан артық шектен тыс аналық сезімнің бар жоғын білдіретін қарапайым әрі дәйекті нышан. Мәселенің күрделілігі мынада: сырттай бәрі табиғи нәрсе сияқты көрінеді. Анасын баласы қамқорлайды, уайымдайды, егер оған бірдеңе бола қалса, өзінің қоярға жер таппайды, дегбірсізденеді. Ал басқаша қалай болуы керек? Қамқорлық жасамауы, уайымдамауы керек па сонда? Біріншіден, бәрі шамадан аспағаны абзал. Екіншіден, балалармен қарым-қатынастың барлығы мүсіркеушілік пен меншіктеу сезімнен ада болған жөн. Арақатынас оның дербес жан екен және тәжірибеден басты өткеруге келген. Ата-ананың міндеті олардың сол тәжірибенің алуларына қажетті жағдай жасауы, әрі мейлінше еркіндік беру екенін түсінуге құрылады. Отбасылық қарым-қатынаста жан-жақты әрі тереңде үңілген кезде кеңес беру үшін арақатынастың бүкіл қырына бойлау қажет. Небір қызық жайттарды көруге болады. Зерттеу нәтижелерінде көрсеткен, егер отбасында ішінара болса, құндылықтардың дұрыс жүйесі құрылса, онда осы үйелменді басқа отбасыларынан ерекшелеп тұратын жағында нәрселер бой көрсетіп үлгереді. Мысалы, егер ерлі-зайыптының арасында алып ұшқан махаббат болмаса, әйелі күйеуін тұқырта берсе, балаларының көзінше ешқашан онымен ұрысып керіспесе, құрмет тұтып, отбасының басшысы ретінде сыйласа, балаларынан да сондай ілтипатты талап етсе, онда тұрмыстық проблемалар күрт азайып, балаларының өміріне жарқын сәуле жүргізеді. Алайда мұндай тұрақтылық уақытша ғана, ерте ме кеш пе жазмыш бәрібір. Ең басты нәрсе әйелдің еркекке махаббаты екен. Оны елеп ескермеске қиындық кез келетінін еске салады. Иә, шынында да солай. Міне, мысалы, құндылықтар жүйенің бұзылуынан әйелдің өзі азап шегеді. Бар күш-жігерін жұмысқа сарқып, миына қан құйылады. Ерлі-зайыптылар арасындағы сүйіспеншілік болмағандықтан күйеуі ашық түрде ашына тауып алады. Балаларынан бір қарағанда хал ахуалы әзірше жақсы сияқты, бірақ олар бірсыпыра уақыттан кейін өздерінің отбасылық қарым-қатынастарын дамытуға күш-жігерін жұмсай бастаған кезде, соңдарында әке-шешенің проблемаларын қуып жетулерін ұмытпаулары керек. Адамдар өмір дегеніміз мектеп, ал оның әрбір сәті әлдеқандай сабақ екенін ұмытып кетеді.
Мектепке еске алыңызшы, материалды жақсы меңгерген, сол сабақты оп-оңай ойнақтап рахаттанып өткізсін. Ал түк түсінбеген, онда әлгі сабақтан зәре-құтың қалмайды. Сұрақ қойса бір қызарып, бір бозарып, екілік баға түрінде азап шегесің. Өмірде де солай, тек әлдеқайда салмақтылау. Бірақ енді ең негізгісі өмір сүре білуге, отбасылық проблемаларды жете түсінуге ешкім арнайы үйретпейді, және адамдар жұрт сияқты өмір сүруді тек ат төбесінде аз ғана бөлігі өздігінен оқып тоқу арқылы осы шырғалаң шеңберінен шығуға тырысады. Соңғы кезде бой көтерген тағы бір тақырыпқа тоқтала кетейін. Қазір әсіресе ірі қалаларда әйелдерді және жұбайларының бала босануға даярлайтын әрқилы мектептер көбейді. Бұл психолог мамандар, дәрігерлер, рухани тәлімгерлер жұмыс істеп, бала туу барысынша мейлінше табиғи түрде өту үшін қолданып келгенін жасайды. Баланы үй жағдайында да, су ішінде де босанады. Олардың ұраны саналы ата-ана болу. Осының бәрі шынында да дені сау балалар тууға ықпал етеді. Сондықтан табиғи босануға ұмтылыс артып келеді. Мен мәселен кейде осы мектептерде кез келген теріс жөнінде айтқым келеді. Олар асыра сілтеп ана болу, әке атану, мен дені сау бала туу қамын басты мақсат етіп қояды. Әлдекім солар үшін дені сау баланың дүниеге келуіне көмектесу үшін жаралған ғой дейтін шығар. Бірақ сәбидің өмірі дүниеге келу сәтімен бітпейді. Енді тек басталады ғой оның. Одан әрі даму жайлы мен тағдыры тек жайлы босануға емес, сондай-ақ шешесі арасындағы қарым-қатынасқа да байланысты ғой. Бұл мектептерде оқып үйренудің бәрі еркек пен әйелдің бойынан негізделген ата-ана болу сезімін дарытуға бағытталған. Әйелден ана, еркектен де әке даярлайды. Мұның айқын көрінісі табынатыны соншалықты алғашқы жылдар әйелдер әйелдігін, ал ер адамдар еркектік қасиетін жоғалтқанын байқауға болады. Олар ата-ана мен әке, басқа ешкім жоқ. Тағы бір құндылықтар жүйесі бұзылды. Өйткені көбінесе жас жұбайлар әлгі нағыз еркек пен әйел болып үлгермейді. Оларға бәрінен бұрын өзін және бірін-бірін сүю білігі жетіспейді ғой. Жас ата-ананың құндылықтар жүйесін дұрыс түсеп, махаббат машығына үйленуіне, туысқандармен қарым-қатынасын орнатуға, рухани құндылықтарды қастерлеп, соның нәтижесінде сау-саламат перзенттер тууына көмектесу қажет. Міне сонда балалардың басында проблемалар болмайтыны кәміл. Әйелді қасиеттің әлсіреп, аналық сезім нығаюы, жыныстық қарым-қатынас тек бала туу үшін керек деген адасқақ пікірге алып келеді. Бұл түбінен қате шатысқан пікір мына дүниеде ауыр зардаптарға ұғындырады. Бала мен ана махаббатынан айырылатын жағдайлар жөнінде бір ауыз сөз айтқанымыз абзал. Мен бала отбасында сүйкімсіз болады, немесе анасы оны тастап кететін көптеген жайттарды зерттедім. Бір ғажабы, бұған да көбінесе шамадан артық ана махаббаты себепші болады екен. Кейбір әйелдерді алапат аналық сезім буынап тұратындықтан жазмыштың өзі баланың жолын ондай жойқын зорлықтан құтқаруға және алуан амалдармен ана тәрбиесімен аулақтауға барынша тырысады екен. Отбасында 2 бала болатын, ал шешесі солардың біреуін аса жақсы көретін көптеген мысалдарды білемін. Және сүйіктіден гөрі сүйкімді кемшіндеу баланың тағдыры тәуір болып шығады. Бір отбасындағы қыз кішкентай күннен бастап өз бетімен жүрді, әйтсе де дербес белсенді тұлға болып өсті. Енді қазір нақ сол қыз әке-шешенің көбірек көмектеседі. Ол шешесі өбектеп баққан, үкілі үміт артқан ұл енжар әрі ішімдікке үйір болып шықты. Бала ана қамқорлығынан айырылатындай мұндай жағдайлар мәселеге тереңірек үңілген жөн. Ондай шешелерді ренжімеу және оларды кінәламау керек. Көбінесе мұның астында бала жынысы бейсаналы түрде бостандық беріп, оның мейлінше толық ашылуына мүмкіндік туғызу мұраты жатады. Ал балалардың дамуына кедергі келтіріп, уысынан шығармауға тырысатын әйелдердің көбі өмірден
бір жола баз кешеді. Жазмыш деген асқан ақылгөй кейде біз ойлағаннан да дана болып шығады. Сондықтан ашуланбайық және айыптамайық, түсінуге талпынайық. Шындығында да әр нәрсенің мәніне неғұрлым терең бойлаған сайын жаратылыстың кемділігі мен жарасымдығын соғұрлым көбірек түсінудеміз. Күйеу баласының өзіне неліктен өшігетінінің себебін табу үшін маған бір әйел келді. Оның 2 ересек ұлы бар екен. Олар баяғыда шынын айтқанда екінші рет үйленген. Міне енді кенже қызы тұрмысқа шықты. Шешесі қызына қолынан келгеннің бәрін істеген, тіпті өзі тұратын кіреберістен пәтер сатып алып берген. Ал күйеу баласы үйлену тойынан кейін енесін табалдырықтан аттатпай қойған. Енді бізге келуің доғар депті. Қызымен тек телефон арқылы тілдеседі екен. Содан әйел енді не істеуім керек деп сұрайды. Күйеу баланың құқын өзгертуге бола ма? Бәлкім қызын мұндай басқыншыдан біржолата құтқарған жөн шығар. Әңгіме өрбіп келе, әйел үшін басты құндылық балалары екен және олардың тірлігіне басты бүтін араласып, барынша көмектесуге тырысатын түсінікті болды. Осының бәрі ұлдарының тағдырына еш қонбай ажырасуға алып келген. Ал мұны көзімен көрген күйеу бала енесінен келер қатерді түйсігімен сезінген шығар. Мәселен, бірден төтесінен қойған. Ол дұрыс істеген еді. Жас жұбайлар үшін өздерінің өрісіне ешкімнің кірмегені, ішкі тірлігіне араласпаған өте маңызды. Жас отбасының ішкі әлемін кедергісіз құру үшін бастапқы кезде өзіне тән карантин керек. Өйткені олар сол үшін бір-бірімен етене қарым-қатынас жасап, өздерін ашу қаммен бас құрды ғой. Мейлі өз білгендерін істей берсін. Сөйтіп, олар қажетті тәжірибе жинақтайды ғой. Әке-шешелер егер осындай маңызды сәтте өз балаларына көмектескілері келсе, қолдан келгенше бір-біріне жақын болуға тиіс. Жас отбасы, ата-аналарға арналған мектеп, бұл олардың бір-біріне қарым-қатынасының жаңа сатысы. Егер бұл жас жұбайлардың басында қиындық төнсе, оның түп-түкпіріне ата-ананың өз бойларынан іздеп табуы және жойып жіберу керек. Сонда балалардың басындағы проблема жойылып кетеді. Міне баршаларға шынайы сүйіспеншілік тура жол осы. Аса қажеттілік болмаса, жас жұбайлар үйіне бара берудің керегі жоқ. Бұл әрқашанда жағымсыз әсер етеді. Ата-аналардың араласа беруінен қаншама отбасы ойран болды, сан жетпейді. Ана болу сезімі балаларды тәрбиелеу мәселесі тығыз байланысты. Жұрттың көбі тәрбиелеу қиындығына тап келеді. Аса қажеттілік болмаса, жас жұбайлар үйіне бара берудің керегі жоқ. Бұл әрқашан жағымсыз әсер етеді. Ата-аналардың араласа беруінің қаншама отбасы ойран болды. Сан жетпейді. Ана болу сезімі балаларды тәрбиелеу мәселесімен тығыз байланысты. Жұрттың көбі тәрбиелеу қиындығына тап келеді. Мұнда да көбінесе шамадан артық ана махаббатының тамырын көруге болады. Баланы неғұрлым өбектеп жақсы көрген сайын, соғұрлым оны тәрбиелеу қиындай түседі. Оның бойында өзімшілдік пен басқа жағымсыз қылықтар арта береді. Содан енді ықпал етудің басқа әдістерін қолдануға тура келеді. Сіз айтқан бұрын, 7 дней журналының парақтап актер әйел Ольга Панизова мен оның ұлы туралы репортаждарды оқып отырғанда, кейіпкердің Никита мамасы жалғыз екенін түсінеді. Оның шешесінен басқа ешкімі жоқ. Менің ұлыма қатысты сезімді кәдуілгі ана махаббаты деп атауға болмайды. Менің өмірімде Никитадан маңызды ешкімде ештеңе де жоқ деген сөздеріне көз тоқтатамыз. Мақала бастан аяқ ана махаббатына арналған, шешесінде ұлында қандай тағдыр күтіп тұрғанын топшылау үшін ерекше көріпкелдіктің қасиетті иеленудің қажеті жоқ. Сірә анасы ұлын әдейі солай тәрбиелеген шығар. Дәлірегі оған болашақта өз қателігін түзету үшін көп күш-жігер жұмсауына тура келеді. Әйтпесе бұл әйелді күрделі проблемалар күтіп тұр алдында. Өйткені бұл жалқы емес, әдеттегі жалпыға мәлім жағдай ғой. Содан күндердің бір күнінде мынандай жағдай қылаң береді. Шешесі қайырсыз баласын, мұның істеген жақсылығын, өзін құрбандыққа шалғанын бағаламағаны үшін жазғырады. Мен
саған өзімнің жастық шағымды қидым. Сені жәутеңкез етіп, жаныңа жара салмау үшін күйеуге шықпадым, дейді. Ал ол, мен сенен жастық шағыңды құрбан етуді сұрадым ба? Деп қыңыраяды. Осы мысал арқылы бала тәрбиесі жөнінде тағы бір қорытынды түйуге болады. Балалар анасының жалғыз бастылығының қалыпты жағдай деп санауға тиіс емес. Олардың ой санасына жалғыз бастылық деген уақытша құбылыс екенін жеткізіп, оларды шешесі жалғыз жүрмеуін тілейтіндей күйге алып келу керек. Нақ шешесі ғана осылай тәрбиелей алады және солай істеуге тиіс. Ешқашанда балалардың санасына шешесінің бірден бір тірегі нақ өздері екенін сіңіре беруге болмайды. Мұндай сөздерден кейін балалар ата-анадан жеріп кетеді. Тағы және тағы да еске саламын. Бала әке-шешенің махаббат кеңістігінде табиғи әрі жарасымды түрде дамиды. Ең үздік тәрбие жеке үлгі өнегемен беріледі. Ал сол кезде оның бойында әрқилы измерлер төбе көрсетеді. Бір ақылды әйелдің мен балаларымды тәрбиелемеймін, мен олардың өсуіне көмектесемін дегені бар. Керемет сөз. Балалардың төңірегінде махаббат пен даналықтың, кеңістіктің жасағанда ғана олардың бойындағы жер бетіне ала келген тұма қасиеттер ашылады. Әрбір жан иесі азат және өзіндік тәжірибе жинақтау үшін жер бетіне өз міндеттерін арқалай келеді және өзге жанды өзінің меншігі санап, оны басқа жазмыштан бөлек оқшалауға, оған қоса зорлық көрсетуге ешкімнің қақысы жоқ. Мұны неліктен жақсы көруші ата-аналар жасайды? Кім оларға ерік берді? Құдай тағала мұндай қылыққа бармайды. Тәрбиелеп, тәлім берудің қастерлі қағидасы, тәрбиеші өзіңді тәрбиеле, содан өзгелерді де тәрбиелей аласың дейді. Осы даналықты ата-аналар әрдайым есте сақтағандарыңыз абзал. Ең үздік тәрбие өнегеңді көрсету. Ардақты ата-аналар, қанеки, өзімізді тәрбиелеумен айналысайық. Сонда соңдарыңа ерген, қатарларыңда жүрген балаларыңды тәрбиелі болып өседі. Жұрттың көбі балалар біздің кішкентай ұстаздарымыз деген сөз тіркестерін естіп жүрген шығарсыздар. Бірақ оны толық шамадан түсінгендер некен саяқ. Ал енді балаларға тап осылай қарайтындар сірә табыла қоймас. Балалардың жаны нәзік әрі сезімтал келеді. Содан соң олар кішкентай айна сияқты біздің проблемаларымызды, балалық шақтағы, тіпті ересек кездегі проблемаларымызды көрсетіп тұрады. Оларға ренжейміз, өздерімізді сыйламайтындай көріп, тіпті жазалаймыз да. Иә, әлгі айнаға үңіліп, өз проблемаңызды көруге, оны жоюмен шұғылдануға зауқымыз жоқ. Белгілі бір ертегідегідей, біз өзіміздің сұрықсыз кейпімізді көрсетіп, тұрған қол айнаны қиратып тастауға тырысамыз. Сәби шағынан бала анасына деген шынайы да терең махаббат сезімін бойға сіңеді. Ал ана сөзінің барлық тілде салмағы бар. Бала да ана тарапынан қайырлар сүйіспеншілік сезімге құштар. Сондықтан анасына келген нәрсенің бәрі оның жан жүрегін бойлап бір жолата орнығады. Ананың аса күшті энергиялық ықпалы бар. Оның жан күйі бірден балаға беріледі. Әйел заты осыны есте ұстап, әрдайым өзінің ойлары мен сезім ауаны қадағалап отыру керек. Әсіресе баланың әкесіне қатысты өкпе реніш, ашу ыза, қызғаныш, өшпенділік бала тәрбиесіне теріс әсерін тигізеді. Осынау төмен энергиялар ағымы баланың психикасына қатты ықпал етіп, ауыр бағдарламаларды жүктеп қояды. Бала ондай сөздерді құлағымен естісе де, жағымсыз әсерлер жете береді. Ол төмен энергия былығына бой үйретіп алып, ашушаң қиқар болады, обырлана бастайды. Одан әрі өмірде балаға едәуір жақын тұрып, байланып қалуға жан жақты негізі еленеді. Иә, жауырды жаба тоқудың қажеті жоқ.
Әкелердің бойында кейін қызғанышқа айналатын, қызына сүйіспеншілік сезімі ұшыраса, ол кейін қыздың өз қосағын тауып, отбасы құруына кедергі келтіреді. Бірақ тағы да қайталап айтамын, мұндай жағымсыз сезім әке мен шешенің арасында жеткілікті махаббат болмаған шақта пайда болады. Еркек өзіне жетіспейтін энергияны қызынан алады, әрі оны қасынан бір елі ұзатқысы келмейді. Кейде бұл деспотизмнің жабайы түріне ұласады. Соның салдарынан бойжеткен көбіне зорланып қалады. Көбінесе еркектер суық жүріске салынып, сырттан тояталады. Бірақ бұл енді басқа көңілдестік туралы кітаптың тақырыбы. Бұл кітапта мен әдейі ана махаббатына мән беріп, ең алдымен әйелдердің назарын осы проблемаға аударғым келеді. Олар балалармен тығыз байланыста, еркектерден көрі олардың ықпалы күштірек, дегенмен ата-ананың балаға сүйіспеншілігін тұтастай алып қарастыруға болар еді. Бірақ тағы қайталап айтамын. Ең басты проблемалар алапат ана махаббатмен астасып жатыр. Ойымды қортар тұста тамаша философ Абдури Шиннің Оскар Эрнест Бернард ақиқат аясында атты еңбегінен үзінді келтірейін. Жер бетіндегі әйелдік қасиет атаулыны әйелдің негізгі міндеті ана болу деген сандырақ ұғымның зілмауыр салмағы езіп жаншып кетеді. Күйеуге шықпай қалған қыздар нақ солай некеде бала таба алмаған келіншектерге де жұрттың көбі жалған жанашырлықпен, кейде тіптен көзден таса табалаушылықпен қарайды. Кәрі қыз. Сөз көбінесе жымысқы мысқылмен айтылады. Сол арқылы әйел үшін неке қидыру ең асқақ мақсат екені, тіпті оның табиғи тағдыры екенін мегзейді. Әйелдің табиғи тағдыры одан әлдеқайда жоғары рухта жатыр. Адами әйелдік қасиет ана болудағы басты мақсатты іздеуге тиіс деген ой арқылы әйелдік бастаудың қадірін қашырып абыройын кетіреміз. Өйткені сол арқылы ол төмендетіліп, болмысқа байланып, ана болу әлбетте қасиетті құбылыс. Оның айдары да, айбарлы да ана махаббаты. Бірақ аналық сезім тек сіздің пәнилік тәніңіз үшін ғана болады, сонымен бітеді. Алайда өз әу бастан әйелдік қасиетін ақиқи айқын сезіне алса, әйел рухани тұрғыдан ең мәртебелі орын иелері. Жер бетіндегі әйелдің болмыстың мәртебелі міндеті жарық дүние энергиясының тұрақты ағымнан қамтамасыз ете отырып, өзінің айналасын ізгілендіру. Өйткені мұнда тек алабөтен сезімталдығының арқасында әйелдік қасиет қана дәнекер бола алады, деп жазады. Бірде мен кішкентай қыздың шешесіне жабысып алып, сен менің құдайымсың дегенін естідім. Сөзінің жаны бар, баланы жаратушы ата-ана арасында құдайлар сынды. Бір махаббаттан ұрықтайды ғой бәрі. Мейлі, тіпті махаббаттың бір көрінісінде құмарлық болса да, бір асыл сезім емес пе? Әйтеуір махаббатсыз бала тумайды. Ата-ананың сүйіспеншілігі неғұрлым сапалы болса, оның жемісі де соғұрлым сапалылау шығады. Баланың одан арғы өмірі де жоғары сапалы болу үшін ата-аналары одан әрі де бір-біріне бұрынғыдан бетер сүйіспеншілікпен қарау керек. Ал балаға есейіп, естияр болуына орай көбірек достық пейіл керек. Үйлесімді адам осылай қалыптасады. Әйтпесе оқиға осы тарауға бастау болған мақалындағыдай өрбиді. Онда менің ойымша бұл тақырыптың бүкіл қыр-сыры нақты проблеманың себептері мен салдарынан бейнеленген. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада дейді.